күйеуін жерлеуге бірнеше минут қалғанда, Айгүлдің алдына 17 жастағы бейтаныс бала келіп тоқтады. Жасөспірім табытқа ұзақ қарап, ернін әрең қимылдатты. «Әкем мені соңғы рет күте алмады», деп сыбырлады ол. Айгүлдің қолындағы орамал жерге түсіп кетті. Ал жанында тұрған қызы Мадина баланың білегінен ұстай алды. Бала ешкімге түсінік берместен, жиналған жұрттың арасынан өтіп, зират қақпасына қарай жүгірді. 30 жыл бір шаңырақ астында өмір сүрген күйеуі Серік таңғы уақытта жүрек талмасынан көздер жұмған еді. Айгүл оның 58 жасында өмірден кететінін ойламаған. Қазаның алғашқы соққысын әлі қабылдай алмай жүрген. Қайғыдан есеңгіреген әйел үшін бейтаныс баланың сөзі ақылға сыймайтын сұмдық болып естілді. 27 жастағы Мадина анасының иығынан құшақтап, әлгі жасөспірімнің артынан қадала қарады. 23-тегі Диас жұртты жарып өтіп, оны қуып жетуге ұмтылды. «Тоқта, сен кімсің?» деп айқайлады Диас. Бала қақпа түбінде тұрған сұр көлікке отырып үлгерді. Ал рөлдегі әйел қозғалтқышты бірден іске қосты. Диас көліктің артқы есігін ашпақ болып еді. Жүргізуші жылдамдықты арттырып, жолға шықты. Ол нөмірін телефонына түсіріп алып, қабағын түйген күйі кері оралды. Айгүл оның жүзінен күдікпен араласқан ашуды көрді. «Анашым, мұнда бір түсінбестік бар», деп Мадина жұбатуға тырысты. «Әкелерін жайлы жаман сөз естігім келмейді. Жаназасын тыныш өткізейік», деп Айгүл әр сөзін әрең айтты. Әйелдің даусы анық шыққанмен, саусақтары қалтырап тұрды. Серіктің туған ағасы Қайратта болған жағдайды көрген. Алайда ол көзін төмен түсіріп, үнсіз қалды. Айгүл қайнағасының өңінен таңданыс емес, бұрыннан білетін адамның мазасыздығын байқады. Жерлеу рәсімі аяқталғанша, ешкім бейтаныс бала туралы ауыз ашпады. Айгүл күйеуінің қабіріне топырақ тастап тұрып, 30 жылдық өмірінің әр сәті көз алдында бөлшектеніп бара жатқанын сезді. Серік үйінен таңертең шығып, кешке оралатын, балаларына қаталдық танытпайтын, отбасылық міндеттен жалтармайтын адам еді. Соңғы 18 жылда ол ай сайын аудан орталығына 2-3 рет барып, құрылыс материалдарын жеткізумен айналысқан. Айгүл бұрын бұл сапарлардың бірінде күмәнді көрмеген. Қонақтар тарағаннан кейін Қайрат есікке бет алды. Айгүл оның жолын бөгеп, жүзіне тіке қарады. «Зираттағы баланы танисыз ба?» деп сұрады ол. Қайрат жауап беруге асықпай, сыртқы киімінің күймесін бірнеше рет түзеді. «Жоқ, танымаймын. Серіктің жұмысына қатысты біреудің баласы шығар», деп қысқа қайырды. «Онда неге көзіңізді менен тайдырып тұрсыз?» деп Айгүл дауысын қатайтты. Қайрат босағада тұрып қалып, інісін жерлеген күні тергеу жүргізудің орынсыз екенін алға тартты. Диас оның жанына келіп, сұр көліктің нөмірін көрсеткенде, ер адамның өңі өзгерді. «Бұл нөмір сізге таныс па?» деп жігіт сұрақты тура қойды. Қайрат суретке бір қарап, телефонын қалтасына салып алды да, ауладан тез шығып кетті. Ағайынның мұндай қылығы Диастың күдігін күшейтті. Ол көлік нөмірін танысы арқылы тексеруге кірісті. Ал Мадина әкесінің жеке заттарын реттеуге бет алды. Айгүл екеуіне де ештеңеге тиіспеуді өтінді. «Әкелерінің қазасы бір күн өтпей жатып, артынан күмән қуғанымыз дұрыс емес», деп қарсылық білдірді ол. Мадина анасының жанын жаралағысы келмеді, бірақ зираттағы баланың жанарында жалғандық болмағанын ұмыталмады. Кешкі уақытта Серіктің телефоны бірнеше рет шырылдады. Экранда аты жазылмаған нөмір көрінді. Қоңырау үзілген соң қайта түсті. Айгүл телефонды қолына алғанымен жауап беруге батылы бармады. Үшінші қоңырауда Диас құрылғыны алып, дауысты байланысқа қосты. Арғы жақтан әйелдің дірілдеген үні естілді. «Серік аға, Нұрсұлтан үйге оралмады. Ол сіздің жаныңызға кетіп қалған жоқ па?» Бөлмеде отырған 3 адам бір-біріне қарады. Диас өзін Серіктің ұлы ретінде таныстырып, әкесінің қайтыс болғанын хабарлады. Арғы жақтағы әйел бірнеше секунд үнсіз тұрып, тұтқаны қоя салды. Қайта қоңырау шалғанда телефон өшірулі тұрды. Айгүл диванның шетіне отырып, Нұрсұлтан есімін қайта-қайта есіне түсіруге тырысты. Серік туыстарының арасында мұндай есімді адам болмаған. Оның қызметтестері жайлы Айгүл жақсы білетін, араласатын отбасыларында танитын. Мадина телефондағы соңғы қоңырауларды қарап, әлгі нөмірден бұрын байланыс болмағанын анықтады. Диас хабарламаларды тексермек болды, бірақ құрылғының құпия коды жуырда ауыстырылған екен.
Әкесі бұрын отбасы мүшелеріне ортақ бір кодты қолданатын. Әкеміз бізден бір нәрсені жасырған, деп Диас анық айтты. Бір ғана қоңырауға қарап, әкеңді айттама, деп Айгүл ұлына ескерту жасады. Ол бала әкем деп келді. Әйел әкемді іздеп отыр. Көліктің нөмірін көргенде Қайрат ағам сасып қалды. Бұдан артық қандай белгі керек? Деп жігіт ашуын жасыра алмады. Мадина екеуінің ортасына тұрып, ертеңге дейін сабыр сақтауды сұрады. Айгүл орнынан көтеріліп, жатын бөлмесіне кіріп кетті. Бөлмеде Серіктің иісі әлі сақталып тұрған еді. Үстел үстінде оның көзілдірігі, дәрісі және таңертең тағып үлгермеген сағаты жатты. Айгүл көзін жұмып, күйеуінің соңғы апталардағы әрекеттерін есіне түсірді. Серік үйге бірнеше рет кеш оралып, телефонмен аулаға шығып сөйлескен. Бір жолы көйлебінің қалтасынан балалар дәріханасының түбіртегі табылған. Айгүл оны біреудің өтінішімен алынған дәрі шығар деп қабылдаған. Түн ортасында ауладағы ит үріп, Диас терезеге жақындады. Қақпаның алдында қара күртеше киген Нұрсұлтан тұр екен. Жігіт сыртқа жүгіріп шыққанда, жасөспірім қашқан жоқ. Оның қолында Серіктің көлігіне тиесілі қосалқы кілт бар еді. Мұны әкем маған бір ай бұрын берді. Көлігі керек адам сен емес шығарсың, деп Диас алақанын созды. Мен көлік үшін келген жоқпын, деп Нұрсұлтан жауап қатты. Онда жаназада айтқан сөзіңді түсіндір, деп Диас оны қақпа ішіне кіргізбей тұрып алды. Нұрсұлтан иығын тік ұстап тұрғанымен, көзінің айналасы ісіп кеткен еді. Серік менің әкем. Мен оны осылай атадым. Ол да маған ұлым деп сөйлейтін, деп жасөспірім сөзін нық аяқшады. Айгүл есік алдында үнсіз тұрып, олардың әңгімесін тыңдап қалған еді. Анаңның аты кім? Деп сұрады Айгүл. Нұрсұлтан әйелді көргенде сасып, кейін өзім қолға алды. Гүлмира, деп жауап берді ол. Бұл есім Айгүлге таныс болмады. Алайда баланың Серікке ұқсайтын қасын, төмен қарағанда тартылып қалатын ернін анық байқады. Жүрегі дәлелді мойындағысы келмесе де, көз алдында тұрған ұқсастықтан қашып құтыла алмады. Диас жасөспірімнің қолындағы кілтті жұлып алмақ болды. Нұрсұлтан қолын тартып, әкесінің аманатын орындамайынша, оны бермейтінін мәлімдеді. Қандай аманат? Деп Айгүл оған бір қадам жақындады. Бала күртешесінің қалтасынан шағын қара флеш жинақтауыш шығарып көрсетті. Әкем қайтыс болса, мұны тек сіздің алдыңызда ашуымды тапсырған. Айгүл затқа қол созған кезде Нұрсұлтан оны қайта қалтасына салды. Бірақ анам осында келуі керек. Онсыз көрсете алмаймын, деп түсіндірді ол. Диас ашуға беріліп, баланың жағасынан алды. Ал Мадина жүгіріп шығып, бауырына ажыратты. Нұрсұлтан қарсылық көрсетпеді, тек Айгүлге қадала қарап тұрды. Сіз мені жек көрсеңіз де болады, бірақ анамды қорлауға ешкімнің құқығы жоқ. Сенің анаң менің 30 жылдық отбасымды бұзған адам ба? Деп Айгүлдің даусы қарлығып шықты. Жоқ, біздің отбасымызды әкем құрған, деп Нұрсұлтан тосын жауап берді. Бұл сөз Диастың ашуын үдетіп, Мадинаның бойын мұздатып жіберді. Айгүл бейтаныс баланың жүзінен люктемдік емес, қорғануға мәжбүр адамның қажуын көрді. Нұрсұлтан таң атқанда анасымен бірге келетінін айтып, қақпа сыртында күтіп тұрған көлікке қарай жүрді. Кілтті қалдыр, деп Диас оның артынан дауыстады. Жасөспірім бұрылып, көлік Серіктің атында болғанымен, оны екі отбасының ортақ ақшасын алғанын айтты. Диас жолын қайта бөгемек еді. Айгүл ұлының қолынан ұстап тоқтатты. Сұр көлік бұрылыстан ғайып болғанша, 3 адам қақпа алдында қозғалыссыз тұрды. Мадина үйге кірген бойда әкесінің банк қосымшасын ашудың жолын іздеуге кірісті. Таңға жуық Диастың танысы көлік жайлы мәлімет жіберді. Көлік Серіктің атына тіркелген, алайда сақтандыру құжатында Гүлмира Әлімжанова есімді әйелге де жүргізуге рұқсат берілген. Оның мекенжайы қала шетіндегі шағым ауданнан шықты. Диас анасына айтпастан Гүлмираның үйіне баруға шешім қабылдады. Мадина жалғыз жібермей, бауырмен бірге жолға шықты. Көрсетілген мекенжайда көк шатырлы жинақы бір үй тұрды. Аулада Серіктің қолмен жасалғаны бірден танылатын ағаш орындық. Құрал сайманға арналған сөре және темір қақпа көрінді. Диас әкесінің мұндай бұйымдарды дәл осы үлгіде жасайтынын бала күннен білетін. Терезе алдындағы құмыраға олардың үйінде өсетін гүлдің дәл сондай түрі қойылған еді. Мадина қақпаға жақындағанда үйден 8 жас шамасындағы қыз жүгіріп шықты. Ағам әкемді алып келуге кетті.
Сіздерді әкемді күтіп жүрсіздер ме? Деп қыз аңғал үнмен сұрады. Диас жауап бере алмай тұрып қалды. Үйдің есігінен қара киінген 47 жастағы әйел көрінді. Оның жүзінде үрей болғанғанымен, үйіне келгендерді бірден танығаны анық еді. Сіз Айгүлдің балаларсыздар, деп Гүлмира қақпаны өзі ашты. Біздің кім екенімізді қайдан білесіз? Деп Мадина сұрады. Гүлмира оларды ішке шақырды, бірақ Диас аулада сөйлесуді талап етті. Әйел кішкентай қызды үйге кіргізіп, есікті жапқаннан кейін Серікті 20 жыл бұрын танығанын айтты. Ол алғашқы жылдары ер адамның үйленгенін білмегенін, ақиқатта жүкті болған кезінде ғана естігенін мойындады. Сонда 20 жыл бойы біздің әкемізбен отбасы болып тұрдыңыз ба? Деп Диас жыдырғын түйді. Мен өзімді ақтауға тырыспаймын, деп Гүлмира сабырлы сөйледі. Әкемізді бізден тартып алғаныңызды бір ауыз сөзбен жауап қоя алмайсыз, деп Мадина дауысын көтерді. Гүлмира Серіктің оларды тастап кетпегенін, екі үйдің ортасында өмір сүргенін ашық жеткізді. Диас ауладағы әр затқа қарап, әкесінің мұнда жай қонақ болмағанын түсінді. Үй қабырғасындағы жанасылақтан бастап, қақпаның дәнекеріне дейін Серіктің қолтаңбасы байқалды. Нұрсұлтан сұр көлікпен аулаға кіріп келгенде, артқы орындықта Қайрат отыр еді. Диас қайнағасын көрген бойда көлікке қарай ұмтылды. Сіз білдіңіз, кеше бізге өтірік айттыңыз, деп ол есікті жұлқи ашты. Қайрат көліктен баяу түсіп, бұл құпияны 17 жыл бойы көтеріп жүргенін мойындады. Ініңіздің опасыздығын жасырып келдіңіз бе? Деп Мадина одан жиіркене сұрады. Қайрат жауап бермей тұрып, Гүлмира оның сөзін бөлді. Серіктің осында келуіне Қайрат ағаның қатысы жоқ. Құпияны мен өтінгеннен кейін ғана сақтады, деп түсіндірді ол. Диас әкесінің қанша уақытын, қанша ақшасын бұл үйге жұмсағанын сұрады. Гүлмира нақты есеп беруге міндетті емес екенін айтқанда, жігіт қақпаны жұдырығымен ұрды. Нұрсұлтан оның алдына тұрып, анасын қорқытуға жол бермейтінін ескертті. Екі жігіт бір-біріне қарсы тұрған сәтте аулаға такси тоқтады. Көліктен Айгүл түсті. Ол балаларының қайда кеткенін телефонның орналасу қызметі арқылы анықтаған еді. Гүлмира оны көріп, екі қолын алдына айқастырып, үнсіз қалды. Айгүл аулаға кіріп, үйді, Серік жасаған бұйымдарды және терезеден қарап тұрған кішкентай қызды көзбен шолып шықты. Қызыңыздың аты кім? Деп сұрады ол. Әмина, 8 жаста, деп Гүлмира жауап берді. Айгүл бір сәт көзін жұмып, Серіктің 8 жыл бұрынғы әрекеттерін есіне түсірді. Дәл сол кезеңде күйеуі жұмысы көбейгенін айтып, аптасына 2 түн үйге қонбайтын болған. Айгүл оның табыс тауып, отбасының қарызын жабуға тырысып жүргеніне сенген. Шын мәнінде Серік дәл осы үйде жаңа туған қызын құшағына алып, Гүлмираның жанында отырған. Айгүл мұны ойлағанда тізесі әлсіреп, қақпа жанындағы орындыққа отыра кетті. Әмина терезеден оны үнсіз бақылап тұрды. Қыздың жанарынан қорқыныш сезілсе де, өзі не үшін кінәлі саналып тұрғанын түсінбейтіні байқалды. Айгүл балаға деген ашуын тежеп, Гүлмираға қайта бұрылды. Нұрсұлтан да Серіктің туған баласы ма? Деп сұрады ол. Гүлмира жауап беруге оқталғанда, Қайрат оның сөзін бөліп жіберді. Бұл сауалдың жауабын Серіктің үйінде естігеніңіз дұрыс, деп ол алаңдай сөйледі. Диас қайнағасының жағасынан ұстап, жұртты алдауды тоқтатуын талап етті. Нұрсұлтан екі жігіттің ортасына кіріп, жанжал шығармауды өтінді. Неге қарапайым сұраққа жауап бере алмай тұрсыздар? Деп Мадина Гүлмираға жақындады. Әйел Нұрсұлтанға қарап, көз жасын сүртті. Серік оны өз баласындай өсірді. Қамқорлығым аямады, деп жауап қатты ол. Айгүл мұндай бұлдыр сөзді қабылдамай, баланың туған әкесі кім екенін қайта сұрады. Қайрат бәрінің кешкі уақытта Айгүлдің үйіне жиналуын ұсынып, Серік қалдырған бейнежазба құпияны ашатынын жеткізді. Нұрсұлтан күртешесінің қалтасынан қара флеш жинақтауышты шығарды. Мұны әкем қайтыс боларынан 4 күн бұрын берді, деп түсіндірді жасөспірім. Серік бейнежазбаны Айгүл, Гүлмира, Қайрат және 4 бала бірге қарасын деп тапсырған. Мадина 4 бала тіркесін естіген бойда Әмина тұрған терезеге қарады. Екі үйдегі балалардың саны 4 болғанымен, Қайраттың жүзіндегі үрей мұның астарында басқа мағына жатқанын аңғартты. Айгүл бөтен адамдарды үйіне кіргізгісі келмеді. Алайда күйеуінің 20 жылға созылған құпия өмірін білмей қалу одан да қиын еді. Кешкі 7-де біздің үйге келіңіздер. 1 минут кешікпеңіздер, деп ол орнынан көтерілді. Гүлмира жауап орнына басын изеді. Айгүл балаларына көлікке отыруды бұйырып,
көк шатырлы үйден артына қарамай шығып кетті. Жол бойында Диас әкесін опасыз әрі өтірікші адам ретінде атады. Мадина ашуын тежеп, дәлелдердің толық ашылуын күтуді ұсынды. Айгүл екеуінің сөзін үнсіз тыңдап отырды. Қызы мен ұлы әкелерінің басқа елмен тұрғанына ашуланса, оның жанын өзге бір нәрсе мазалады. Серік өлерінен аз уақыт бұрын құпиясын не үшін жариялауға шешім қабылдады деген сауал жауапсыз тұрды. Үйге келгенде Айгүл күйеуінің киімдерін шкафтан шығара бастады. Ол ақша не жасырын құжат іздеген жоқ. Серіктің соңғы күндердегі әрекетін түсіндіретін қарапайым белгі тапқысы келді. Қара костюмнің ішкі қалтасынан банк ұяшығының кішкентай кілті шықты. Темір тақтайшаға нөмір 14 белгісі қашалып жазылған. Мадина банк атауын әкесінің Тефтон қосымшасындағы төлемдер арқылы анықтады. Банк қызметкері телефонмен нақты мәлімет беруден бас тартты. Ұяшық иесі қайтыс болғандықтан, оны ашу үшін нотариустың рұқсатымен заңды мұрагерлердің қатысуы қажет екен. Айгүл нотариусқа хабарласқанда, Серіктің 3 күн бұрын қабылдауға барғанын естіді. Ер адам мұраға қатысты құжаттарын өзгертіп, келесі күнге арнайы кездесу белгілеп қойған. Нотариус кездесуге жұбайымен 4 баланың келуі керегін айтты. «Қандай 4 бала?» деп Айгүл еріксіз сұрады. Қызметкер телефон арқылы есімдерді жариялауға құқығы жоқ екенін түсіндірді. Серік әр мұрагерге жеке үлес белгілеген, бірақ бір баланы мүліктен толық айырған. Оның аты жабық қосымшада көрсетілгендіктен, құжат ресми ашылғанда ғана белгілі болмақ. Бұл жаңалық Диас пен Мадинаның арасындағы алғашқы күдікті тудырды. «Әкем мені мұрадан шығарған болуы мүмкін», деп Диас терезеге қарады. Соңғы айларда ол Серікпен отбасылық кәсіп жөнінде жиі келіспей қалған еді. Әкесі құрылыс дүкенін кеңейтуді қаласа, Диас оны сатып, қалаға көшуді сұнған. Бір ай бұрын екеуі қатты сөзге келіп, бірнеше күн сөйлеспеген. Мадина бауырының иығынан ұстап, әкесінің ашумен мұндай шешім қабылдамайтынын айтты. Кешкі 6:30-да үйдің электр жарығы 2 рет өшіп жанды. Диас ауладағы есептегішті тексеріп, қораптың қақпағы күшпен ашылғанын байқады. Біреу негізгі сымды босатып кеткен. Қақпа алдында бөтен көліктің дөңгелек ізі де қалыпты. Мадина мұны кездейсоқ жағдайға балағысы келгенімен, Диас полиция шақыруды ұсынды. Айгүл жұртқа жария болмайынша тәртіп сақшыларын араластырмауды сұрады. Күйеуінің қазасы, екінші отбасы және белгісіз мұрагер туралы әңгіме ел арасына тарағанын қаламады. Диас анасының өтінішін құп көрмесе де, бейне жазбаны көргенше күтуге келісті. Ол флеш жинақтауыштағы деректің біреу үшін қауіпті болу мүмкін екенін ескертті. Осы кезде қақпа сыртынан сұр көліктің дауысы естілді. Гүлмира 2 баласымен келді, ал артқы орындықтан Қайрат түсті. Әмина қолына кішкентай ойыншық қоян ұстап алған. Айгүл қызға қарағанда, Серіктің дүкеннен дәл осындай ойыншық сатып алған күні есіне түсті. Күйеуі оны қызметтес адамның баласына апара жатқанын айтқан еді. Қарапайым өтіріктің артында бөтен үйдегі сәбидің қуанышы тұрғанын түсіну әйелдің жарасын тереңдете түсті. Үйге кірген Гүлмира аяқ киімін босағада шешіп, айналасына қарамауға тырысты. Бұл шаңырақтағы әр зат Серіктің алғашқы өмірінен хабар беретін. Қабырғада тұрған отбасылық суреттерді көрген Нұрсұлтан, әкесінің Мадина мен Диастың жанында күріп тұрған бейнесіне ұзақ қадалды. Әмина бір суретке жақындап, Серіктің туған күнінде киген көйлегін таныды. «Әкем осы киіммен бізге де келген», деп аңғал тіл қатты қыз. Диас ернін тістеп, бөлмеден шығып кетті. Мадина кішкентай баланы кінәлаудың әділетсіз екенін түсініп, оған ас үйден су әкелді. Айгүл дастархан басына жайғасып, Гүлмираны қарсы отырғызды. 30 жыл бойы күйеуін бөліскен екі әйел алғаш рет бір-бірінің жүзіне ашық қарады. Екеуінің де жанарында жеңімпаздық емес, алданған адамның қажуы тұрды. «Серіктің үйленгенін қашан білдіңіз?» деп Айгүл әңгімені бастады. Гүлмира оны танығанына 9 ай өткенде шындық ашылғанын айтты. Ол кезде Нұрсұлтан 4 айлық сәби болған, ал баланың туған әкесі өмірден өтіп кеткен екен. Серік Гүлмираға пәтер жалдауға көмектесіп, уақыт өте балаға бауыр басқан. Кейінгі ара қатынастың қалай отбасылық өмірге айналғанын әйел бір сөйлеммен түсіндіре алмады. «Менің күйеуімнің барын білген күні неге кетпедіңіз?» деп Айгүл сұрады. Гүлмира кетуге бірнеше рет әрекет жасағанын, бірақ Серіктің әр жолы балаларды алға таққанын мойындады. Ол Айгүлмен ажыраспайтынын ашық айтып,
Гүлмирадан да бас тартпаған. Екі әйелге екі түрлі уәде беріп, екі үйге де өзін қажет адам етіп көрсеткен. Оның өтірігін ақтай алмаймын. Өз таңдауымды да дұрыс санамаймын, деп Гүлмира көзін төмен түсірді. Әмина Серіктің туған қызы ма? Деп Мадина төтесінен сұрады. Гүлмира кідірместен қыздың Серіктен туғанын растады. Ал Нұрсұлтанның әкесі басқадан болғанымен, ресми құжатында Серіктің аты жазылыпты. Серік баланы 5 жасында өз тегіне өткізіп алған. Осылайша, нотариус атаған 4 баланың кімдер екені анықталды. Диас бөлмеге қайта кіріп, Нұрсұлтанға қарады. Зиратта неге өзіңді туған ұлымын деп көрсеттің? Деп ашуланды ол. Жасөспірім әкені қан емес, қамқорлық анықтайтынын айтып, Серікті өзге атаумен атай алмайтынын жеткізді. Серік оның мектептегі алғашқы күніне қатысып, ауырған кезде түн бойы жанында отырған. Жүргізуші куәлігіне дайындалуға көмектескен. Диас мұндай қамқорлықты жоққа шығара алмады. Бірақ әкесінің уақытын басқа балаға арнағанын қабылдау қиын болды. Бейнежазбаны қосайық, деп Айгүл әңгімені тоқтатты. Нұрсұлтан флеш жинақтауышты теледидарға жалғады. Экранда Серік көлік ішінде жалғыз отыр еді. Оның өңі шашаңқы, тынысы жиілеп, даусы бұрынғыдан бәсең шықты. Ол камераға қарап, алдымен Айгүлден, кейін Гүлмира мен 4 баладан кешірім сұрады. Серік бейнежазбада 2 отбасы құрғанын махаббатпен ақтауға болмайтынын мойындады. Бір үйге кірген сайын екінші үйдегі адамдарды алдап жүргенін түсінген. Ақиқатты айтуға талай рет әрекет жасағанымен, балаларынан айырылып қалудан қорыққан. Қорқыныш ұзарған сайын өтірік те үлкейіп, екі әйелдің өмірін ұрлаған. Айгүл күйеуінің мойындауын үнсіз тыңдап, көз жасын көрсетпеуге тырысты. Бейнежазбаның келесі бөлігінде Серік банк ұяшығы туралы айтты. Оның ішінде 28 жыл бұрын жасалған қылмысқа қатысты 3 түпнұсқа құжат, үнтаспа және медициналық тіркеу көшірмесі бар екен. Бұл айғақтар бір адамның тағдырын өзгертіп, екінші адамның түрмеге түсуіне себеп болуы ықтимал. Серік мұны ұзақ уақыт сақтап келген. Себебі Қайратқа берген уәдесін бұзуға қорыққан. Қайрат орнынан тұрып, бейнені өшіруге ұмтылды. Диас оның жолын бөгеп, пультті қолына алды. 30 жыл бұрын не болды? Деп ол қайнағасына қадалды. Қайрат жауап орнына есікке қарай жүрді. Нұрсұлтан есікті іштен бекітіп, бейне аяқталмайынша ешкімнің шықпайтынын айтты. Қайрат орындыққа қайта отырып, екі қолмен бетін басты. Экрандағы Серік сөзін жалғастырды. 28 жыл бұрын аудандық перзентханада электр желісінен өрт шығып, бірнеше бөлме түтінге толған. Дәл сол түні 2 әйел босанған. Олардың сәбилері уақытша қауіпсіз бөлімге көшірілген. Қызметкерлер абыр-сабыр кезінде 2 білезіктің ауысып кеткенін кейін байқаған. Аурухана басшылығы оқиғаны жасырып, жас мейірбикені кінәлі етуге тырысқан. Айгүлдің жүрегі қатты соға бастады. 27 жыл бұрын Мадина дәл осы аудандық перзентханада дүниеге келген. Қайрат ол мекемеде жедел жәрдем жүргізушісі болып қызмет атқарған. Серік әйелін босануға өзі апарып, 3 күн бойы аурухана маңынан кетпеген. Бейнежазбадағы уақыт пен отбасының өмірі бір нүктеде түйісті. Мадинаға мұның қандай қатысы бар? Деп Айгүл Қайратқа бұрылды. Қайрат ернін қысып жауап бермеді. Гүлмира да бұл оқиғаны алғаш рет естіп отырғанын айтып, Нұрсұлтанды жанына шақырды. Мадина өңі бозарып, анасының қолынан ұстады. Диас бейнені тоқтатпай, дыбысын күшейтті. Серік перзентханадағы оқиғаны Қайраттан естігенін баяндады. Білезіктер ауысқаннан кейін, 2 сәбидің кімге тиесілі екенін анықтау мүмкін болған. Алайда бас дәрігер тексеруге рұқсат бермеген. Себебі екінші әйел ықпалды кәсіпкердің қызы болған. Қателік жарияланса, бірнеше қызметкер жұмысынан айырылып, аурухана басшылығы жауапқа тартылатын еді. Қайрат шындықты айтпақ болғанда, оны жалған айыппен қорқытқан. Айгүл орнынан тұрып, бейнені тоқтатты. Менің қызым кімнің баласы? Деп ол Қайратқа тік қарады. Мадина анасының қолын жібермей, жауапты бірге күтті. Қайраттың иығы түсіп, даусы әрең шықты. Сіз босанған түні дүниеге 2 қыз келген. Олардың біреуі шетінеп кетті деген ақпарат берілді. Маған Мадинаның дені сау екенін айтқан, деп Айгүлдің үні өзгерді. Қайрат
Дәрігерлердің ресми нұсқасы жалған болуы мүмкін екенін жеткізді. Серік күдікті тексеру үшін бірнеше жылдан кейін жасырын сараптама жасатқан. Нәтижесінде Мадинаның Айгүлге туған бала екені расталған. Бірақ екінші сараптаманың қорытындысы Серікті мүлде басқа шындықпен беттестірген. Мадина әкесінің туған қызы болмаған. Бөлмеде отырғандар бұл сөзді бірден қабылдай алмады. Айгүл Қайратқа сенбей, оның өтірік айтып тұрғанын мәлімдеді. Қайрат Серіктің көп жыл бұрын жасаған сараптамасын банк ұяшығына сақтағанын түсіндірді. Серік қызын жақсы көргендіктен ақиқатты жарияламауға шешім қабылдаған. Диас әпкесіне қарап, не айтарын білмеді. Мадина орнынан баяу көтеріліп, Қайраттан туған әкесінің кім екенін сұрады. Қайрат бұл сауалға жауап бере алмайтынын айтты. Перзентханада Айгүлден бөлек босанған әйелдің күйеуі тіркеуде басқа есіммен көрсетілген. Нағыз әкенің кім екенін Серік өмірінің соңғы айында ғана анықтаған. Ол адам кім? Деп Мадина сұрағын қайталады. Қайрат теледидар экранына қарап, Серіктің өзі айтсын деген ишара жасады. Диас бейнежазбаны қайта қосты. Экран қараңғыланып, бірнеше секундтан кейін көлік ішіндегі көрініс жалғасты. Серік Мадинаның туған әкесінің есімін айтуға дайындалды. Дәл осы мезетте үйдің жарығы өшіп, теледидар сөнді. Терезеге сырттан қатты зат тиіп, әйнек быт-шыт болды. Әмина қорыққаннан айқайлап Гүлмира оны құшағына алды. Диас аулаға жүгіріп шықты. Қара киінген біреу қақпадан асып түсіп, көшеде тұрған көлікке қарай қашты. Диас артынан қуғанымен, әлгі адам тас қараңғыда ізін жоғалтты. Үйге оралғанда флеш жинақтауыш теледидардан суырылып алынған еді. Үстел үстінде жатқан банк ұяшығының кілті де орнында болмады. Бөлмеде сырттан кірген адамнан бөлек кілтке қол жеткізе алған 6 адам тұрған. Ешкім үйден шықпайды, деп Диас есікті қайта бекітті. Қайрат қалталарын сыртқа айналдырып, кілтті алмағанын көрсетті. Гүлмира мен балаларда өздерін тексеруге қарсы болмады. Кілт олардың ешқайсысынан табылмады. Айгүл сынған терезенің түбінен Серіктің көлігіне тиесілі қосалқы кілтті көрді. Нұрсұлтан қалтасын тексеріп, өзіне аманатталған көлік кілтінің жоғалғанын аңғарды. Диас сыртқа қайта шыққанда, сұр көлік аулада жоқ еді. Оны мініп кеткен адам банк ұяшығына арналған кілтті де алып кеткен. Қақпаның ішкі құлпы бұзылмаған. Демек, орда аулаға кіретін жеке кілт болған. Мұндай кілт Айгүлде, Диаста, Мадинада және Серікте ғана бар еді. Серіктің кілттері жерлеуден кейін жатын бөлмедегі тартпаға салынған. Айгүл бөлмеге кіріп, тартпаны ашқанда кілттер орнында жатты. Алайда қақпаға арналған бір дананың жақында көшірілгенін Мадина байқап қалды. Металл бетінде шеберхана жапсырмасының ізі сақталған. Диас әкесінің телефонынан кілт жасайтын орынға төленген ақшаны іздей бастады. Төлем 5 күн бұрын жасалған. Қызмет көрсетілген мекенжай Серік қайтыс болған жерден 2 көше әрі орналасқан. Диас дүкен иесіне қоңырау шалып, әкесінің кілтті кім үшін көшеткенін сұрады. Шебер Серіктің жалғыз келмегенін, жанында 40 шамасындағы ер адам болғанын есіне алды. Бейне бақылау жазбасын келесі күні көрсетуге келісті. Айгүл Қайратқа бұрылып, Серіктің жанындағы адамды тануы мүмкін бе екенін сұрады. Қайрат жауап бермей тұрып, оның телефонына қоңырау түсті. Экранда жасырын нөмір көрінді. Ол тұтқаны көтергенде, бөлмедегілерге анық естілген ер адамның үні шықты. Ұяшық ашылмайды. Бірақ аузынды ашсаң, келесі жаназа Серіктікімен бітпейді. Қоңырау бірден үзілді. Қайрат орындыққа отыра кетіп, телефонын үстелге қойды. Диас полицияға хабарласатынын мәлімдеді. Қайрат оған кедергі жасап, айғақсыз әрекет ету бүкіл отбасыға қауіп төндіретінін айтты. Айгүл қорқынышқа бағынбайтынын білдіріп, күйеуінің өліміне қатысты медициналық қорытындыны қайта тексертуді талап етті. Серіктің өлімін бірінші болып көрген адам Қайрат екені осы кезде ашылды. Ол інісін жол жиегіндегі көліктің ішінде тауып, жедел жәрдем шақырған. Дәрігер жүрек талмасы болуы ықтимал деген алдын ала қорытынды жасаған. Қайрат мәйітті арнайы сараптамаға жібермеуді өзі сұрапты. Мұны естіген Диас оның алдына жетіп барып, әкесінің өлімін жасыруға қатысы бар жоғын сұрады. Мен Серікті өлтірген жоқпын деп Қайрат ант берді. Бірақ неден қорқып жүргеніңізді айтпасаңыз, сөзіңізге сенбейміз деп Мадина талап қойды. Қайрат 28 жыл бұрынғы перзентхана оқиғасында кек куәгер болмағанын мойындады. Сәбилерге тарылған білезіктерді
қауіпсіз бөлімге өзі жеткізген. Жолда оған бас дәрігердің орынбасары бөгет жасап, 2 білезіктің орнын ауыстыруға бұйрық берген. Неге бұйрықты орындадыңыз? Деп Айгүлдің жанары қатайды. Қайрат әйелінің ауыр сырқатына қымбат ем қажет болғанын, аурухана басшылығы ақша ұсынғанын айтты. Ол қатерліктің ешкімге зиян келтірмейтініне сенгісі келген. Артынша бір сәбидің жағдайы нашарлап, шындықты айтуға кеш қалған. Қайрат алған ақшасын емге жұмсағанымен, әйелі 6 айдан кейін қайтыс болған. Мадина өз өмірінің бөтен адамдар жасаған келісіммен басталғанын естіп, бөлмеден шығып кетті. Айгүл артынан бармақ еді. Қызы жалғыз қалғыс келетін өтінді. Диас Қайратты полицияға өзі апаратын мәріндеді. Қайрат қарсылық білдірмей, тек банк ұяшығы ашылғанға дейін күтуін сұрады. Ұяшықтағы дерек бас дәрігер орынбасарының кім болғанын және Мадинаның әкесі жайлы ақиқатты дәлелдей алады. Кілт ұрланды. Оны қалай ашамыз? Деп Гүлмира сұрады. Айгүл кілттің жалғыз дана емес екенін айтты. Серік үйдегі кілтті сақтандыру үшін қойған. Ал банкке ресми тіркелген негізгі кілт нотариуста тұрған. Ұрым оны білмеген. Ертеңгі кездесуді өткізуге әлі мүмкіндік бар еді. Таң алдында жұрт тарамауға келісті. Диас қақпаға жаңа құлып орнатып, керезені уақытша тақтаймен жапты. Гүлмира Әминаны диванға жатқызды. Нұрсұлтан есік маңындағы орындыққа отырды. Қайрат ас үйде жалғыз қалды. Айгүл Мадинаны іздеп аулаға шықты. Мадина ескі алма ағашының түбінде отыр екен. «Әкем менің әкем емес пе?» деп ол анасына қарады. Айгүл қызының жанына отырып, оны дүниеге әкелгенін, әр ауырған түнде қасында болғанын және аналық сезіміне ешбір сараптама күмән келтіре алмайтынын айтты. Серік те Мадинаны өзге балаларынан кем көрмеген. Алайда қыз әкесінің мұрадан шығарған баласы өзі болуы мүмкін екенін ойлап, жылап жіберді. Айгүл оны құшақтап, құжат ашылмайынша жаман шешім жасамауды өтінді. Үй ішінен телефон шарлы естілді. Диас жүгіріп шығып, нотариустан келген хабарды көрсетті. Кеңсеге түн ішінде біреу кіріп, Серіктің мұра құжаттары сақталған сейфті бұзуға әрекет жасаған. Құжат жоғалмағанымен, кездесу уақыты қауіпсіздік үшін таңғы 8-ге ауыстырылыпты. Олар жиналып жатқанда, Нұрсұлтан аула қақпасының түбінен сұр көлікті байқап қалды. Көлік жолдың арғы бетіне тасталған. Жүргізушісі ізім ғайым кеткен. Артқы орындығында банк кілтімен флеш жинақтауыш жатты. Диас заттарды қолғапмен алып, бейне жазбаның көшірілген-көшірілмегенін тексерді. Флеш жинақтауыштағы соңғы бейне өшірілген. Оның орнына 10 секундтық жаңа жазба пайда болған. Экранда беті көрінбейтін адам тұрды. Ол Мадинаға нотариусқа бармауды ескертті. Егер қыз мұра құжатын ашуға қатысса, Серіктің өлімі қалай ұйымдастырылғаны бүкіл елге жария болатынын айтты. Жазбаның соңғы секундында камера төмен түсіп, ер адамның қолындағы сақина көрінді. Айгүл оны бірден таныды. Мұндай сақинаны Серік 30 жыл бойы тағып жүрген. Жерлеу алдында Айгүл оны күйеуінің қолынан шешіп, Қайратқа аманаттаған еді. Қайрат сақинаны қалтасынан іздеп таба алмады. Диас оның қолынан ұстап, көзіне тік қарады. «Мұны сізден кім алды?» Қайрат жауап беруге үлгермеді. Қақпаның сыртында полиция көлігі тоқтады. 2 қызметкер аулаға кіріп, Серіктің өліміне қатысты жаңа дерек түскенін хабарлады. Жедел жәрдем жүргізушісінің көлігіндегі бейне камера Серік қайтыс болған күні жол жиегінде тұрған 2 адамды түсіріп алған екен. Олардың біреуі Қайрат, ал екіншісі Серіктің отбасы жақсы танитын адам болып шыққан. Қызметкер телефоннан бейне жазбаның анықталған кадрын ашты. Экранға қараған Айгүлдің қолы дірілдеп кетті. Серіктің көлігі жанында тұрған адам, оның туған ағасы да, жұмыс серігі де емес еді. Ол Мадинаның күйеуі. 5 жылдан бері осы отбасының сеніміне кірген Нұрбек болатын. Ол Серіктің көлігі жанында Қайратпен сөйлесіп тұр. Ал уақыт көрсеткіші өлім тіркелген мезеттен 20 минут бұрынғы кезеңді көрсеткен. Мадина күйеуінің әкесін көргенін білмеген еді. Нұрбек жаназаға қатысып, отбасы мүшелерімен бірге қабір басында тұрса да, соңғы кездесу жайлы ауыз ашпаған. Диас телефонын алып, жездесіне бірден қоңырау шалды. Нұрбек тұтқаны көтермеді. Екінші қоңыраудан кейін оның телефоны өшіп қалды. Полиция қызметкерлері Қайраттан бөлімшеге бірге баруды сұрады. Диас та куәгер ретінде еріп баруға шешім қабылдады. Айгүл Мадинаны жалғыз қалдырмай, үйде Гүлмира мен балалардың жанында отырды. Нұрбек әкеммен не үшін жасырын кездесті? Деп Мадина Қайраттан сұрады.
Қайрат көлікке отырар алдында күйеу баланың Серіктен ақша талап еткенін ғана айтты. Оның дауысынан Нұрбекті қорғауға тырыспайтыны анық байқалды. Қанша ақша? Не үшін? Деп Диас сұрағын жалғастырды. Қайрат нақты себебін Нұрбектің өзі түсіндіруі керек екенін айтып, полиция көлігіне отырды. Мадина күйеуінің соңғы аптадағы қылықтарын есіне түсіре бастады. Нұрбек 3 күн бұрын іссапарға кететінін айтып, үйден шағын сөмкемен шыққан. Серік қайтыс болған күні ол таңғы сағат 10 шамасында оралып, телефоны бұзылғанын айтқан еді. Жаназа кезінде Нұрбек Қайратпен бір ретте тілдеспеген. Екеуі бірін-бірі танымайтын адам кейпін танытқан. Гүлмира Аминаны Нұрсұлтанмен бірге өз үйіне апаруға оқталды. Айгүл полиция рұқсат бергенше ешкімнің кетпеуін сұрады. Қақпа маңындағы бейнекамераға сұр көлікті айдап кеткен адамның сұлбасы түскен болуы ықтимал еді. Диас құрылғының жадын тексергенде қажетті уақыттағы жазбаның өшірілгені анықталды. Камераның құпия кодын Серік, Айгүл және Нұрбек қана білетін. Нұрбек бұл үйдің камерасына неге кіре алады? Деп Гүлмира таңданды. Мадина күйеуінің қауіпсіздік жүйесін өзі орнатқанын түсіндірді. Нұрбек компьютер жөндеумен айналысатын, бейне бақылау құрылғыларында орнататын. Ол сырттан кірмей-ақ камера жазбасын телефоны арқылы өшіре алатын еді. Диас бұл мәліметті полицияға дереу жіберді. Таңғы 7-ге жақындағанда нотариус кездесуді полицияның қатысуымен өткізуге келісті. Айгүл, Мадина, Гүлмира және 2 жас мұрагер кеңсеге бірге барды. Диас бөлімшеден тікелей келетінін хабарлады. Нұрбек табылмағандықтан полиция оның тұрған жерін ұялы байланыс арқылы анықтауға кірісті. Соңғы белгі қала сыртындағы ескі қоймалар маңынан шыққан. Нотариус кеңсесінің алдында Диас күтіп тұр екен. Оның айтуынша, Қайрат Серіктің өліміне қатысы жоқ екенін айтып, Нұрбектің кездесуге өз еркімен келгенін растаған. 2 ер адам көлік ішінде 7 минут сөйлескен. Кейін Серік жалғыз қалған. Нұрбек кеткеннен кейін 13 минут өткенде Қайрат інісін қозғалыссыз күйде тапқан. Медициналық сараптама жүргізілмегендіктен өлім себебі нақты дәлелденбеген. Кеңсе ішіне кіргенде нотариус төртеуінің жеке куәлігін тексерді. Мадина мен Диас Айгүлдің балалары ретінде, Нұрсұлтан асырап алынған ұл ретінде, Әмина Серіктің туған қызы ретінде тіркелген. Серік мұраны 4 балаға тең бөлмеген еді. Құрылыс дүкенімен Айгүл тұратын үй Диасқа, қаладағы пәтер Мадинаға, көк шатырлы үй Әминаға қалдырылған. Нұрсұлтанға оқуына жететін қаражат пен сыр көлік беріліпті. Мұрадан айырылған бала кім? Деп Мадина шыдамай сұрады. Нотариус құжаттың соңғы бетін ашып, Серіктің ерекше шартын оқыды. 4 мұрагердің еш қайсысы үлесінен толық айырылмаған екен. Серік балам деп сенген. Алайда заңды құжатта өз перзенті саналмайтын 5-ші адамға мұра беруден бас тартқан. Ол адамның аты Нұрбек болатын. Мадина орнынан қозғала алмай қалды. Күйеуі Серіктің баласы болмағаны анық. Мұра құжатына оның есімі неге енгізілгенін ешкім түсінбеді. Нотариус Серіктің бастапқы өсиетінде Нұрбекке дүкеннің жартысы қалдырылғанын айтты. 1 ай бұрын Серік шешімін өзгертіп, күйеу баласын толық шығарып тастаған. Бұған қоса Нұрбектің Мадинаға жақындауына қатысты күмәнін арнайы бейне түсініктемеде баяндаған. Нотариус компьютерден Серіктің екінші бейне жазбасын ашты. Экранда ол кеңседегі үстелде отырып, камераға тіке қарап тұрды. Серік Нұрбекті Мадинаның таңдауы ретінде қабылдап, 5 жыл бойы ұлындай көргенін айтты. Алайда соңғы 2 айда күйеу баласының некеге шынайы сезіммен емес, әдейі құрылған жоспармен келгенін анықтаған. Нұрбек Мадинаның тегін үйренбей тұрып білген. Қандай тегін? Деп Мадина бейнені тоқтатуды сұрады. Нотариус жазбаны үзуге болмайтынын ескертті. Серік перзентханадағы құпияға қатысты деректі тексерген кезде Мадинаның туған әкесі жайлы мәлімет тапқан. Осы зерттеуде оған Нұрбек көмектескен. Күйеу бала шындықты Серіктен бұрын біліп алып, оны жеке мақсатына пайдаланған. Экрандағы Серік Нұрбектің әкесі ретінде аудандық перзентхананың бұрынғы бас дәрігері Сағындық Омаровты атады. Сағындық 28 жыл бұрынғы қылмысты жасыруға қатысқан ықпалды адамның бірі болған. Оның жалғыз ұлы Нұрбек әкесінің беделін қорғау үшін Серіктің отбасына жақындаған. Бірақ күтпеген жағдай болып, ол Мадинаға үйленген. Серік күйеу баласының махаббаты шынайы ма, әлде жоспардың жалғасы ма екенін анықтай алмаған.
Мадина орнынан тұрып, есікке қарай беттеді. Айгүл қызының жолын бөгеп, бейнені соңына дейін көруін өтінді. Менің 5 жылдық некемде өтірік болса, бұдан артық не естуім керек? Деп Мадинаның үні дерілдеді. Диас жездесін тауып, жауап алатынын айтты. Гүлмира ешкімді айыптамай тұрып, Нұрбектің түсінігін тыңдау қажет екенін ескертті. Бейне жалғасқанда, Серік банк ұяшығындағы айғақтарды полицияға тапсыруды аманат етті. Онда Мадинаның әкелігін анықтайтын сараптама, перзентхана қызметкерлерінің дыбыс жазбасы және Сағындық қол қойған жалған тіркеу құжаты сақталған. Серік бұл деректерді жарияламай жүруге ұзақ уақыт мәжбүр болған. Себебі Сағындық Айгүлдің отбасы мен Гүлмираның балаларына қауіп төндіретінін ескерткен. Өлімінен 4 күн бұрын Серік қорқыныштан арылып, полицияға баруға шешім қабылдаған. Жазба аяқталған сәтте Диасқаға бөлімшеден қоңырау түсті. Нұрбектің көлігі ескі қойма жанынан табылған. Жүргізушісі жоқ екен. Артқы орындықтан қан ізімен сынған телефон шыққан. Полиция аумақты тексеріп жатқанда, қойма күзетшісі бір ер адамның күштеп басқа көлікке отырғызылғанын хабарлаған. Бейне камерадан ұрлауға қатысқан 2 адамның сұлбасы анықталған. Мадина күйеуіне қауіп төнгенін түсініп, ашуын ұмытып кетті. Ол полицияға өзі бармақ болды. Бірақ қызметкерлер кеңседе қашалуын сұрады. Қауіпсіздік үшін отбасы мүшелеріне күзет бөлінетін болды. Айгүл қызының қолынан ұстап, Нұрбек тірі табылмайынша ешбір қорытынды жасамауды өтінді. Мадина күйеуінің алдауын кешіре алмайтынын айтса да, оның аман оралуын тіледі. Банк өкілі мен полиция қызметкері келген соң, нөмірі 14 ұяшық ресми түрде ашылды. Ішінен Серік атаған құжаттар, шағын дыбыс жазу құрылғысы және мөрленген медициналық қорытынды шықты. Тергеуші әр затты тіркеп, куәгерлер алдында арнайы қаптамаға салды. Бір құжаттың сыртында Мадинаның аты жазылған еді. Нотариус оны мұраға қатысты жеке аманат ретінде ашуға рұқсат берді. Құжатта Мадина мен Айгүлдің ана мен бала екені расталған. Әкелік тексеру Серіктің Мадинаға биологиялық жағынан туыс емес екенін көрсеткен. Үшінші адамның үлгісімен жасалған салыстыруда 99%-дан жоғары сәйкестік шыққан. Үлгі Сағындық Омаровқа емес, оның туған інісі Бекен Омаровқа тиесіледі. Бекен көп жыл бұрын қайтыс болған. Бұл қалай мүмкін? Деп Айгүл құжатты қолына алды. Ол Бекен есімді адамды танымайтынын айтты. Қайрат бөлімшеден бейне байланыс арқылы қосылып, Бекеннің перзентханада шаруашылық меңгерушісі болғанын түсіндірді. Бекен Айгүл босанған түні кезекшілікте жүрген. Серік ақиқатты анықтағаннан кейін оны іздегенімен, ер адам 3 жыл бұрын өмірден өткен екен. Мадина анасына қарап жауап күтті. Айгүл Бекенді өмірінде көрмегенін қайталап, сараптама қате болуы мүмкін екенін айтты. Тергеуші мұндай сәйкестіктің кездейсоқ шығуы мүмкін емес екенін түсіндірді. Бөлмедегі күдік Айгүлге ауған байқаған Диас ашуға мінді. Анамды айыптауға ешкімнің құқығы жоқ. Деп ол құжатты үстелге қойды. Қайрат ұзақ үнсіздіктен кейін бір маңызды деректі ашты. Айгүл босанардан бірнеше сағат бұрын есінен танып, шұғыл операцияға алынған. Операцияны Сағындық жүргізіп, оған Бекен көмектескен. Айгүл есін жиған кезде нәресте дайын бөлімге ауыстырылып қойған еді. Бекеннің Мадинаға әке болып шығуын табиғи жолмен түсіндіру мүмкін емес болатын. Сонда сараптама қолдан жасалған ба? Деп Гүлмира сұрады. Тергеуші құжаттағы мөр мен тіркеу нөмірі түпнұсқа екенін айтты. Зертхана қорытындыны 8 жыл бұрын ресми түрде берген. Үлгіні Серік өзі апарып, нәтижені жеке алған. Мәселе үлгінің кімнен және қалай алынғанда еді. Нұрсұлтан банк ұяшығынан шыққан дыбыс құрылғысына назар аударды. Тергеуші оны арнайы компьютерге қосқанда, 2 ер адамның әңгімесі естілді. Бір дауыс Серікке, екіншісі Сағындыққа тиесілі болды. Серік Мадинаның әкесі Бекен болып шыққанын айтып, түсінік талап еткен. Сағындық оған, сен әлі ең маңызды нәрсені білмейсің, деп жауап берген. Дыбыс жазбасында Сағындық перзентханадағы өртті әдейі ұйымдастырмағанын айтты. Алайда өрт құжаттарды өзгертуге қолайлы мүмкіндік берген. Айгүлдің қызы тірі туған. Оның білезігі де ауыспаған. Жұрт сеніп жүрген сәбилерді шатастыру оқиғасы кейін жасалған жалған түсінік болған. Нағыз қылмыс жана туған нәрестеге емес, әкелік дерекке қатысты екен. Сағындықтың келесі сөзінен кейін Айгүл орындыққа отыра кетті. Ол Серікке Мадинаның әкесі Бекен емес екенін,
зертханаға әдейі басқа үлбі берілгенін мойындады. Құжаттағы нәтиже Серікті жалған бағытқа жіберу үшін дайындалған. Мадинаның шынайы әкесі әлі тірі. Бірақ оның аты ашылса, бірнеше отбасының абыройы мен үлкен мүлікке қатысты дау туындайтын болған. Сағындық адам есімін айтпай тұрып жазба үзіліп қалды. Тергеуші құрылғыны тексеріп, аудионың келесі бөлігі өшірілгенін анықтады. Серік қажетті есімді басқа жерге сақтауы мүмкін еді. Диас әкесінің телефонындағы қорғалған файлдарды еске алды. Құрылғы үйде қалғандықтан, полиция қызметкермен бірге барып тексеруге келісті. Айгүл Мадинаны кеңседен алып шығуға дайындалды. Кеңсе сыртында жасы 70-ке таяған ер адам оларды күтіп тұрды. Ол өзін Сағындық Омаров ретінде таныстырды. Диас оған ұмтылғанда, полиция қызметкері араға түсті. Сағындық өз еркімен куәлік беруге келгенін және Нұрбектің жоғалуына қатысы жоқ екенін айтты. Мадина оның жүзіне қарап, күйеуінің қазір қайда екенін сұрады. Ұлым Серікті өлтірген жоқ. Ол сізді қорғауға тырысты деп Сағындық жауап қатты. Нұрбек Серіктің полицияға баратынын естіген соң, әкесімен байланысын үзген. Ол Мадинаға шындықты өзі айтқысы келген, бірақ дәлел жетіспеген. Серікпен соңғы кездесуде ақша емес, банк ұяшығының кілтін сұраған. Нұрбек айғақтарды әкесінен бұрын қорғауға алмақ болыпты. Әкеңізден неге қорғады деп Диас сұрады. Сағындық қылмысты жасыруға қатысқан мойындады. Бірақ Серікті қорқытқан адамның өзі емес екенін айтты. Құпияның ашылуын қаламайтын ықпалды адам әлі еркін жүрген. Ол Нұрбекті ұрлатып, банк ұяшығына жетуге әрекет жасаған. Сағындық бұл адамның кім екенін айтудың алдында полициядан отбасына күзет беруді талап етті. Тергеуші оның сөзін бөлімшеде ресми тіркеу керегін айтты. Сағындық көлікке отырар алдында Айгүлді оңаша шақырды. Серік екінші отбасы құрған үшін ғана сізден жасырынған жоқ деп, ол бәсең сөйледі. Онда басқа қандай себеп болды деп Айгүл сұрады. Гүлмираның үйінде сізден өткен өміріңізге қатысты дәлел сақталған. Айгүл Гүлмираға бұрылып, қандай дәлел жайлы айтылғанын сұрады. Гүлмира ештеңе білмейтінін айтып, абдырап қалды. Сағындық көк шатырлы үйдің бастапқы иесі Бекен болғанын хабарлады. Серік үйді Гүлмираға Бекен қайтыс болғаннан кейін рәсімдеп берген. Құрылыс кезінде қабырға арасынан табылған затты Серік өзі алып кеткен. Ол қандай зат? Деп Мадина сұрады. Сағындық жауап беруге үлгермей, полицияның рациясынан шұғыл хабар түсті. Нұрбек ескі қойманың жертөлесінен тірі табылған. Оның қолы байланған, басынан жарақат алған, бірақ есін жоғалтпаған. Жедел жәрдем оны ауруханаға алып бара жатқан еді. Мадина ауруханаға баруды талап етті. Полиция көлігі оны Айгүл мен Диасты бірге алып кетті. Гүлмира балалармен өз үйіне қайтпай, қауіпсіз жерге орналастырылды. Сағындық тергеушілермен бөлімшеге бет алды. Жолда Мадина күйеуінің өтірігіне жауап табудан бұрын оның тірі екеніне көз жеткізгісі келді. Ауруханада Нұрбекке алғашқы көмек көрсетіліп жатты. Дәрігер оның өміріне қауіп жоқ екенін, бірақ бірнеше сағат бақылауда болатынын хабарлады. Мадина палатаға жалғыз кірді. Нұрбек әйелін көргенде көзін тайдырып кешірім сұрады. Әкеннің құпиясын қашан білдің? Деп Мадина бірден сұрады. Саған үйленерден 4 ай бұрын, деп Нұрбек шындықты жасырмады. Ол бастапқыда Сағындықтың тапсырмасымен Мадинаға жақындаған мойындады. Мақсаты Серіктің қолындағы айғақтарды табу болған. Бірақ араласқан сайын Мадинаға шынайы сезімі оянған. Үйлену туралы шешімді әкесінің қарсылығына қарамастан өзі қабылдапты. Мадина оның қолын ұстаған жоқ. Маған жақындауың өтіріктен басталса, 5 жылдық өміріміздің қай жеріне сенуім керек, деп сұрады ол. Нұрбек бұл сұраққа дайын жауап таба алмады. Ол Мадинаны жоғалтудан қорқып, ақиқатты кейінге қалдыра бергенін мойындады. Серіктің қателігін қайталағанын осы сәтте ғана толық түсінген. Әкем қалай қайтыс болды? Деп Мадина әңгіменің ең маңызды тұсына көшті. Нұрбек Серікпен жол жиегінде кездескенін растады. Ол банк кілтін беруді сұраған. Серік келіспеген. Екеуі дауласқанмен Нұрбек көліктен кеткен кезде Серік тірі отырған. Қайраттың жақындап келе жатқанын алыстан көрген. Нұрбек палата үстеліндегі судан бір ұрттап, ұрлаған адамдардың әңгімесін жеткізді. Олар Серіктің өлімі жоспарға кірмегенін айтып, өзара ұрысқан. Біреуі жүрек дәрісінің ауыстырылғанын, мөлшер қате есептелгенін айтқан. Серік қабылдаған дәрі жүрек соғысын күрт баяулатып жіберген болуы мүмкін.
Препаратты оның үйіндегі дәрі қобдишасына қолы жететін адам ауыстырған. Айгүл бұл сөзді есік сыртынан естіп қалды. Серіктің дәрілерін көбіне өзі дайындап беретін. Қазадан бір күн бұрын дәріханадан жаңа қорапты Мадина әкелген еді. Мадина дәріні Нұрбектің өтінішімен алған мойындады. Ал Нұрбек тапсырысты телефонына келген жалған хабарламаға сеніп берген. Диас хабарламаның қай нөмірден келгенін тексерді. Ол серіктің фефтоны ретінде сақталған. Алайда нөмір басқа адамның атына тіркелген. Нұрбек қаптаманы ашпағанын және Мадинаға бергенін айтты. Айгүл таблеткаларды кешкі уақытта серіктің арнайы құтысына салған. Осылайша қылмыскер отбасы мүшелерін білместен пайдаланған. Нұрбек ұрлаушылардың бірін дауысынан танығанын айтты. Ол адам серіктің құрылыс дүкенінде есеп жүргізетін 52 жастағы Бауыржан еді. Бауыржан 20 жылдан бері отбасының сеніміндегі қызметкер болатын. Серік аудан орталығына барғанда дүкенді үнемі соған тапсыратын. Екінші отбасыға жіберілген ақшаның қозғалысын да Бауыржан бақылап келген. Диас полицияға Бауыржанның мекенжайын жіберді. Тәртіп сақшылары оның үйіне барғанымен ешкімді таппады. Көршілері ер адамның таң алдында үлкен сөмкемен кеткенін көрген. Оның көлігі әуежай тұрағынан анықталды. Бауыржан елден шығуға әрекет жасауы мүмкін еді. Нұрбек Бауыржанның жалғыз әрекет етпегенін ескертті. Ұрлаушылар оны қоймаға қамап жатқанда, Бауыржан телефонмен бір әйелге есеп берген. Ол әйелді Жемеше деп атаған. Айгүлдің есіне бұл атауға сай бір ғана адам түсті. Хайраттың марқұм әйелінің туған әпкесі Зәуре. Зәуре бұрын перзентханада аға мейірбике болып жұмыс істеген. Өрт болған түні де кезекшілікте жүрген. Кейін қызметін тастап, басқа қалаға көшіп кеткен. Ол Қайраттың әйелін емдеуге ақша тапқан адамның кім екенін білетін жалғыз жан еді. Айгүл серіктің жаназасына Зәуренің келмегенін осы кезде байқады. Полиция Зәуренің үйін тексеруге кірісті. Нұрбек әлсіреп, дәрігер әңгімені тоқтатуды талап етті. Мадина палатадан шығар алдында күйеуіне бір ғана сауал қойды. Біздің некемізді сақтағың келе ме деп, ол оның жауабын күтті. Нұрбек алдымен шындықтың бәрін ашуға көмектесетінін, кейін шешімді Мадинаның өзіне қалдыратынын айтты. Айгүл аурухана дәлізінде отырып, серіктің екі отбасы жайлы ойлады. Ол күйеуін ақтай алмады. Бірақ Гүлмира мен балаларды жау көрудің әділетсіз екенін түсінді. Екі әйел де бір адамның қорқынығы мен өтірігінің зардабын тартқан. Серік ақиқатты кеш айтпақ болып, отбасын одан да үлкен қауіпке қалдырған. Оның құпия өмірі апасыздықпен шектелмеген еді. Диасқа полициядан жаңа хабар келді. Зәуренің үйінен Бауыржан табылған, екеуі де ұсталған. Алайда серіктің дәрісін ауыстыруға бұйрық берген адам олардың ешқайсысы емес екен. Бауыржан банк есептерін жасыру үшін Нұрбекті ұрлауға қатысқанын мойындаған. Серіктің өліміне қатысты тапсырма Зәуреге белгісіз әйелден келген. Әйелдің дауысы телефонда жазылып қалыпты. Полиция дыбысты отбасы мүшелеріне тыңдатуға жіберді. Айгүл жазбаны қосқанда алғашқы сөйлемнен-ақ үн иесін таныды. Мадина мен Диас та бір-біріне қарады. Телефондағы әйелдің даусы Гүлмираға анық ұқсайтын. Жазбада ол Зәуреге серіктің дәрісін ауыстыруды тапсырып, істің белгіленген күні аяқталу керегін айтып тұрды. Айгүл құрбайтлығыны қолынан түсіріп, ала жаздады. Диас Гүлмираның мекенжайына қоңырау шалғанымен телефон жауап бермеді. Полиция қызметкерлері көк шатырлы үйге жедел топ жіберді. Үйдің есігі ашық, бөлмелер бос тұрды. Үстел үстінде Әминаның ойыншығы қалып, Нұрсұлтанның телефоны еденнен табылды. Артқы ауладағы қақпа іш жағынан сындырылған. Көршілер қара көліктің қатты жылдамдықпен кеткенін көрген. Гүлмира мен екі баланың өз еркімен кеткені немесе күштеп әкетілгені белгісіз еді. Диас полицияға Гүлмираның кісі өлтіруге қатысы болуы мүмкін екенін айтты. Айгүл асығыс айып тағуға қарсы болды. Ол Гүлмираның өз балаларын тастап қашатын адамға ұқсамайтынын байқаған. Мадина да дыбыс жазбасының толық нұсқасын тексеруді ұсынды. Нұрбек аурухана төсегінде жатып, дауысты қолдан өзгерту мүмкіндігін еске салды. Тергеуші дыбысты сарапшыларға жіберді. Алғашқы тексеріс жазбаның бірнеше бөлігі қиылып, қайта құрастырылғанын көрсетті. Гүлмираның сөйлемдері әр уақыттағы 3 қоңыраудан алынған. Дәрісін ауыстыру керек тіркесі Әминаға арналған жөтел дәрісі жайлы әңгімеден кесілген екен. Белгіленген күні аяқталсын сөзі
үй жөндеу жұмысына қатысты айтылған. Айгүл мұны естігенде Гүлмираның әдейі күдік астына қалдырылғанын түсінді. Қылмыскер Серіктің екі отбасын бір-біріне қарсы қойып, өз ізін жасырғысы келген. Дыбысты өңдеуге Бауыржанның техникалық қабілеті жетпейтін еді. Мұндай жұмысты кәсіби маман ғана орындай алатын. Күдік қайтадан Нұрбекке ауысты. Жазбаны мен құрастырған жоқпын, деп Нұрбек палатада жауап берді. Ол 5 жыл бойы компьютер жөндеумен айналысса да, тергеуді шатастыруға ешбір әрекет жасамағанын айтты. Полиция оның ноутбугін, телефонын және жұмыс компьютерін тексеруге алды. Құрылғылардың бірінен дыбыс өңдейтін бағдарлама табылды. Бағдарлама 6 күн бұрын қолданылыпты. Мадина күйеуінің жүзіне үнсіз қарады. Нұрбек ноутбукке кеңседегі екі қызметкерде кіретінін түсіндірді. Соңғы қолданған файлдың аты Гүлмира 3 болып шықты. Оны сыртқы құрылғыға көшірген уақыт Нұрбектің Серікпен кездескен мезгіліне сәйкес келді. Демек, файлды кеңседе қалған қызметкерлердің бірі дайындаған. Полиция Нұрбектің әріптестерін іздей бастады. Бір қызметкер үйінен табылды. Екіншісі жұмыстан 3 күн бұрын шығып кеткен. Жоғалған маманның аты Мақсат еді. Ол Бауыржанның жиені болып шықты. Диас әкесінің дүкенінде Мақсатты бірнеше рет көргенін есіне алды. Мақсаттың тефтоны әуежай маңынан белгі берді. Бауыржанның көлігі де дәл осы аумақтан табылған. Камера жазбасында екеуінің шағын жүк көлігіне отырғаны көрінді. Жүк көлігі Зәуренің атына тіркелген еді. Үшеуінің бірлесіп әрекет еткені дәлелдене бастады. Зәуре Қайраттың марқұм әйелінің әпкесі ғана емес, Серіктің дүкеніндегі жасырын серіктес болған. Ол Бауыржан арқылы дүкен табысының бір бөлігін жеке есепшотқа аударып отырған. Серік мұны өлімнен 2 ай бұрын анықтаған. Қаржылық тексеріс басталса, 3 адамда жауапқа тартылатын еді. Перзентханадағы бұрынғы қылмыстың ашылуы Зәуренің жағдайын одан әрі қиындататын. Тергеушілер қалаға шығатын жолдарды жапты. Жүк көлігі қараусыз қалған демалыс орнынан табылды. Ішінде Гүлмираның сөмкесі мен Нұрсұлтанның сыртқы киімі жатты. Жердегі аяқ іздері жақын маңдағы ескі шаруашылыққа қарай кеткен. Арнайы топ ғимаратты қоршау алды. Гүлмира мен балалар шағын қойма ішінен табылды. Олардың қолы байланбаған, бірақ сыртқы есік кемір шынжырмен бекітілген еді. Әпмина қорыққанмен жарақат алмаған. Нұрсұлтан есікті бұзуға әрекет жасап, алақанын кесіп алған. Гүлмира полицияны көргенде алғашқы болып Айгүлді сұрады. Олар бөлімшеге жеткізілген соң, Гүлмира болған оқиғаны баяндады. Қауіпсіз жерге апарамыз деп келген 2 ер адам полиция куәлігін көрсеткен. Әйел балаларын ертіп, көлікке отырғаннан кейін ғана алданғанын түсінген. Жолда жүргізушінің Бауыржанмен телефон арқылы сөйлескенін естіген. Оларды тірі қалдырған себебі Зәуре Гүлмирадан Серіктің жасырған соңғы бейне жазбасын алғысы келген. Менде басқа бейне жазба жоқ, деп Гүлмира Айгүлге қарады. Серік өлерінен 2 күн бұрын оның үйіне келіп, Әминаның болашағын Айгүлдің мейіріміне тапсырғысы келетінін айтқан. Гүлмира бұған қарсы болып, өз балаларын өзі асырай алатынын жеткізген. Ер адам кеткен кезде ас үйдегі сөреде кішкентай жат картасын ұмытып кетіпті. Гүлмира оны жоғалтып алғанын ойлаған. Нұрсұлтан анасының сөзін бөліп, жат картасын өзі алғанын мойындады. Ол Серіктің қандай құпия сақтап жүргенін білгісі келген. Құрылғыны телефонына салғанда ішінде жалғыз бейне болған. Нұрсұлтан жазбаның алғашқы бөлігін ғана көріп қорқып кеткен. Кейін оны Әминаның ойыншық қоянның ішіне жасырған. Ойыншық көк шатырлы үйде қалған еді. Полиция үйді қайта тексергенде қоян үстел үстінен табылмады. Қылмыскерлер сөмкені алып өткенімен, ойыншықты да өздерімен бірге әкеткен болып шықты. Әмина қоймаға жеткен кезде қоянның қолында болғанын айтты. Кейін Мақсат ойыншықты жұлып алып, көлікке қайта апарған. Диас Нұрсұлтаннан бейненің мазмұнын сұрады. Жасөспірім Серіктің Гүлмирамен алғаш қалай танысқанын баяндағанын айтты. Бейне жазбада екінші отбасы туралы Айгүл білмейтін маңызды себеп болған. Серік Гүлмираны 20 жыл бұрын кездейсоқ жолықтырмаған. Оны арнайы іздеп барған. Гүлмира мұны естігенде таңғалды. Серік алғашқы кездесуде өзін құрылыс материалдарын жеткізуші ретінде таныстырған. Ол жалғызбасты әйелдің үйін жөндеуге арзан зат ұсынған. Нұрсұлтан 4 айлық сәби болған. Гүлмира ер адамның өзіне дейін қайтыс болған Бекенді іздеп келгенін білмеген. Серік Бекеннің үйіне перзентханадағы құпияны анықтау мақсатымен барған.
Бекен тірі кезінде осы үйде тұрып Зәуреге қарсы айғақ жинаған. Бірақ Серік келгенге дейін ер адам белгісіз жағдайда қайтыс болған. Гүлмира үйді Бекеннен сатып алған жас отбасының туысынан жалдап отырған. Серік айғаққа жету үшін Гүлмираға жақындай бастаған. Сонда біздің қарым-қатынасымызда жоспармен басталған ба? Деп Гүлмираның даусы сынып шықты. Нұрсұлтан бейненің қалған бөлігін көрмегенін айтып, үнсіз қалды. Айгүл қарсы алдында отырған әйелдің өзінен кем алданбағанын түсінді. Серік екі әйелге де маңызды шындықты айтпай, олардың өмірін өз құпиясының қалқанына айналдырған. Оның қамқорлығы мен опасыздығы бір адамның бойында қатар өмір сүрген. Ол сізді алғашында пайдаланған шығар, бірақ 20 жыл бір себеппен ғана жүре алмайды, деп Айгүл сабырмен айтты. Гүлмира бұл сөзден жұбаныш таппады. Сезімі шынайы болса, неге ақиқатты айтпады? Деп ол көз жасын сүртті. Айгүл бұл сауалдың жауабын өзі де 30 жыл бойы ала алмаған жеткізді. Өтірікке араласқан махаббат адамды жылтқанмен, артында ауыр жара қалдыратынын екеуі де ұқты. Нұрсұлтан Айгүлдің алдына келіп, жаназадағы сөз үшін кешірім сұрады. Ол қайғысына не айтып тұрғанын толық бағамдамаған. Диасқа әдейі қарсы шыққанында мойындады. Айгүл баланың кінәсі жоқ екенін айтып, оның Серікті әке санауына қарсылық білдірмеді. Бұл жауап Нұрсұлтанның ашуын басып, жанарындағы қорғаныс біртіндеп жоғалды. Диас анасының Гүлмира мен Нұрсұлтанға жұмсақ қарағанын қабылдай алмады. Олар әкемізді бізбен бөліскен адамдар, деп ол наразылық білдірді. Айгүл ұлына Серіктің таңдауына балалар жауап бермейтінін түсіндірді. Әкесінің қатесі үшін Нұрсұлтан мен Әминаны жазалау әділетсіз болатын. Ашу әділдікке ұқсап көрінгенімен, кінәсіз адамға бағытталса, жаңа қиянат туғызады. Диас жауап қатпады. Ол Нұрсұлтанның кесілген алақанына қарап, дәрігер шақырды. Жасөспірім таңғыш салынып жатқанда, Диас қасында тұрды. Екеуі алғаш рет қарсылас емес, бір адамның алдауынан жараланған екі ұл ретінде сөйлесті. Серіктің оларға әртүрлі өмір сыйлағанымен, екеуін де толық шындықтан айырғаны анық еді. Полиция. Мақсатты қала шетіндегі Жанармай бекетінен ұстады. Оның сөмкесінен Әминаның ойыншық қояны мен жад картасы табылды. Зәуре мен Бауыржан басқа көлікпен қашып кеткен. Мақсат қылмысқа ақша үшін қатысқанын мойындап, Серіктің өлімі жоспардан тыс болғанын айтты. Дәріні ауыстыру туралы бұйрықты Зәуре бергенде растады. Зәуре Серікті бірден өлтіруді көздемеген екен. Ол жүрек соғысын баяулататын препарат арқылы ер адамды ауруханаға түсіріп, банк яшығын ашуға уақыт тұтпақ болған. Бауыржан дәрінің мөлшерін қате есептеп, Серіктің жағдайы күрт нашарлаған. Қайрат көлікке жеткенде інісінің тынысы әлсіреп тұрған. Жедел жәрдем кешігіп, Серіктің жүрегі тоқтаған. Қайрат неге толық сараптама жасатпады? Деп Айгүл сұрады. Тергеуші оның бұрынғы қылмысы ашылып қалудан қорыққанын түсіндірді. Қайрат Серіктің табиғи жолмен қайтыс болғанына сенгісі келген. Ол мәйіт тексерілсе, перзентхана оқиғасымен алынған ақшада жарияланады деп қауіптенген. Осы қорқынышы арқылы қылмыскерлердің із жасыруына көмектескен. Айгүл Қайраттың інісін өлтірмегенімен, шындықты жасырғаны үшін жауап беру керегін айтты. Туыстық адамды заңнан да, ардан да босатпайтын. Қайраттың кезінде алған ақшасы әйелін аман алып қалмаған. Керісінше, бірнеше отбасының өмірін бұзған. Бір қателікті жасыру үшін жасаған әр әрекеті жаңа қателікке жол ашқан. Оның ең ауыр жазасы түрме емес, інісінің өліміне кедергі жасай алмағанын білу еді. Жад картасындағы бейне арнайы құрылғыда ашылды. Серік көк шатырлы үйдің асүйінде жалғыз отырып сөйлеген. Ол Гүлмираны алғашында Бекеннің үйіндегі айғақты іздеу үшін танығанын жасырмады. Уақыт өте, әйелдің тұрмыстағы қиындықтарын көріп, көмектесе бастаған. Нұрсұлтанға бауыр басып, кейін Гүлмирамен арадағы шекараны өзі бұзған. Серік бұл ісін ешбір себеппен ақтауға болмайтынын айтты. Айгүлдің сенімін пайдаланып, Гүлмирадан шындығын жасырып, 4 баланың өміріне ортақ жара салған мойындады. Ол екі әйелді де жақсы көргенін айту оңай екенін, бірақ шынайы сүйіспеншілік өтірікке сүйенбеу керегін түсінген. Қорқыныштан туған құпия уақыт өте өзгенің өмірін билейтін күшке айналған. Серік кешірім сұрауға лайық болмағанда ашық жеткізді. Бейненің ортасында ол Мадинаның әкерегіне қатысты дерекке көшті.
Бекенге сәйкестік көрсеткен сараптама жалған болған. Сағындық зертхана қызметкеріне ақша беріп, нәтижені өзгерткен. Негізгі мақсат Мадинаны Серіктің туған қызы емес етіп көрсету арқылы оны мұрадан алыстату болған. Себебі Серіктің дүкені орналасқан жер телімі кейін өте қымбаттайтынын Сағындық алдын ала білген. Серіктің құпия жасаған екінші сараптамасы Мадинаның өз қыз екенін дәлелдеген. Ол Айгүлден де, Мадинадан да бұл күмәнді жасырған. Қызының өзіне деген сенімін бір құжатпен жаралағысы келмеген. Алайда Нұрбек алғашқы жалған қорытындыны көріп, Мадинаның тегіне күмәнмен жақындаған. Кейін шындықты білсе де, бастапқы мақсатын әйеліне айтуға батылы жетпеген. Мадина бейнежазбаны тоқтатып, көз жасын сүртті. Әкесінің туған қызы екені оның жанын жеңілдеткенімен, Нұрбектің алдауын жоққа шығармады. Айгүл қызына қан байланысы ғана отбасы құралмайтынын айтты. Серік Нұрсұлтанға туған әке болмаса да, баланың жүрегінде әке болып қалған. Ал шындықсыз құрылған жақындық бір күні міндетті түрде сыналатын еді. Бейнежазбада Серік Айгүлге арналған соңғы сөзін айтты. Ол әйелінің 30 жылын қайтарып бере алмайтынын, кешірім талап етуге құқығы жоғын мойындады. Гүлмираға тиесілі үй мен балалардың қаражаты Серіктің жеке табысынан төленген. Айгүл мен Диастың үлесіне қол сұғылмағанған растайтын есепте жат картасында сақталған. Серік екі отбасының дүние үшін жауласпауын өтінді. Мен сенен балаларды татуластыр деп сұрай алмаймын, Айгүл. Деп экрандағы Серік ауыр тыныстады. Бірақ менің күнәмді оларға мұра етіп қалдырмаш. Бұл сөз бөлмедегі әр адамға әсер етті. Айгүл күйеуін кешірген жоқ, алайда оның қатесін балаларға жүгетпеуге шешім қабылдады. Кешіру мен ақтаудың екі бөлек ұғым екенін ол осы сәтте анық сезінді. Бейне аяқталуға жақындағанда Серік Зәуренің жасырынған жерін атады. Бекен қайтыс болар алдында қала сыртындағы ескі емхана жертөлесіне құжат көшірмелерін қалдырған. Зәуре мұны білгендіктен дәлелдерді жоюға бірнеше рет әрекет жасаған. Серік полицияға бармас бұрын жертөлені тексеріп, қауіпсіздік камерасын орнатыпты. Камера бейнесі автоматты түрде оның телефонына жіберілген. Диас Серіктің телефонындағы қорғалған буманы ашты. Код ретінде Әмина мен Мадинаның туған күндері қатар енгізілген екен. Бейне жазбада Зәуре жертөледегі темір шкафты ашып, бірнеше құжатты өртеп жатқан. Оның жанында Бауыржан тұрды. Екеуінің әңгімесінен Серіктің дәрісін ауыстыру жоспары анық естілді. Полицияға қажетті дәлел табылды. Зәуре мен Бауыржанның телефондары қала сыртындағы ескі емхана маңынан белгі берген. Арнайы топ сол жерге жіберілді. Қылмыскерлер жертөледегі қалған айрақтарды жою үшін қайта оралған болуы мүмкін еді. Айгүл тергеушілерден олардың тірі ұсталуын сұрады. 2 сағаттан кейін Бауыржан қолға түсті. Зәуре ғимараттың артқы есігінен қашып, жақын маңдағы бос үйге жасырынған. Полиция қоршауды тарылтқанда, ол қарсылық көрсетпей берілді. Қолындағы сөмкеден Серіктің дәрі қорабы, жалған мөрлер және бірнеше адамның банк құжаттары табылды. Зәуренің қылмысқа қатысы дәлелденді. Тергеу кезінде Зәуре өз әрекетін әпкесіне өліммен түсіндіруге тырысты. Ол қайрат алған ақшаны енге толық жұмсамады деп сенген. Серік бұл құпияны біліп тұрып, ағасын қорғаған үшін оған өшігіпті. Кейін Бауыржанмен бірігіп, дүкеннен ақша шығара бастаған. Серік қаржылық ұрлықты анықтағанда, Зәуре перзентхана құпиясын пайдаланып қорқытқан. Айгүл оның түсінігін тыңдап, кек әпкесін қайтармағанын айтты. Қайраттың қатерігі басқа адамның қылмыс жасауына рұқсат бермейтін. Зәуре әділдік іздеудің орнына кінәсіз балалардың өміріне қауіп төндірген. Өз жарасын емдемей, оны өзгенің жүрегіне көшірген. Нәтижесінде әпкесінің атын қорғаудың орнына қылмыспен байланыстырған. Қайрат тергеу изоляторынан Айгүлмен кездесуге өтініш білдірді. Ол өз кінәсін толық мойындап, кешірім сұрады. Айгүл кешірім туралы шешімді уақытқа қалдырды. Ақиқатты кеш айту адамды жауапкершіліктен босатпайды, деп ол орнынан тұрды. Қайрат басын көтере алмай, үнсіз қалды. Нұрбек ауруханадан шыққан соң Мадинаның алдына келді. Ол үйге оралуға рұқсат сұрамады. Өз пәтеріне барып, тергеу аяқталғанша бөлек тұратынын айтты. Мадинаға қысым жасамай, 5 жылдық некенің тағдырын оның таңдауына қалдырды. Шындықты өз еркіммен айтпағаның жүрегімді қатты жаралады.
деп Мадина көзін тайдырмады. Нұрбек өзінің қорқынышын махаббат деп қате түсінгенін мойындады. Ол әйелін жоғалтпау үшін үндемеген, бірақ үнсіздігі арқылы сенімнен айырылған. Мадина кешіруге уәде бермеді. Алайда шындықты толық ашуға көмектескенін бағалайтынын айтты. Екеуі алғаш рет ақтармай, айыптамай сөйлесті. Айгүл Гүлмираны балалармен үйіне шақырды. Бұл ұсыныс Диасты таңғалдырды. Көк шатырлы үй тергеу аяқталғанша полиция бақылауында болатын. Әмина мен Нұрсұлтанның қауіпсіз жері жоқ еді. Айгүл оларды жақсы көргенінен емес, балалардың кінәсіз екенін түсінгендіктен қабылдады. Алғашқы кеште бір дастархан басына 2 әйел мен 4 бала жиналды. Ешкім өздерін бақытты отбасы етіп көрсетуге тырыспады. Араларында реніш, ыңғайсыздық және жауапсыз сауал көп еді. Бірақ жаулықтың орнына тыныш әңгіме басталды. Бұл бірлік Серіктің өтірігін ұмытудан емес, оның зардабын қайталамау ниетінен туды. Әмина Айгүлден әкесінің суретін үйінде сақтауға бола ма екенін сұрады. Айгүл суретті алып тастауды талап етпейтінін айтты. Қыз Серікті жақсы көру арқылы Айгүлге жамандық жасамаған. Айгүл де күйеуіне ашулы болғанымен, баланың сағынышын қорлағысы келмеді. Әмина оның жанына отырып, кішкентай қолын алақанына қойды. Диас Нұрсұлтанмен бірге ауылдағы сынған терезені жөндеді. Екеуі жұмыс үстінде Серіктің өздеріне үйреткен тәсілдерін салыстырды. Бірінің есінде әкесі шегені қисық қаққанына күлген сәт қалса, екіншісі ағағашты өлшеуді үйренген күнін айтты. Диас әкесінің бөтен үйдегі өмірін тыңдау ауыр екенін жасырмады. Нұрсұлтан да Диастың әкесімен ашық жүргеніне іштей қызыққанын мойындады. Айгүл мен Гүлмира асүйде оңаша қалғанда ұзақ сөйлесті. Гүлмира Серіктің заңды әйелі барын білгеннен кейін кетпеген үшін жауапкершілігін мойнына алды. Ол өзін құрбан етіп көрсетпей, өз таңдауымен басқа әйелге жара салғанын қабылдады. Айгүл оны кешіргенін айтпады, бірақ өшпенділікпен өмір сүргісі келмейтінін жеткізді. Серік екеуміздің арамыздағы есеп оның қабірмен бірге жабылмайды деп, Айгүл байсалды үн қатты. Мен жоғалтқан жылдарымды қайтара алмаймын. Сіз де балаларыңыздың әкесін қайтара алмайсыз. Екі әйел бір-біріне қарсы күрессе, Серіктің өтірігі өлгеннен кейін де үстемдік етеді. Гүлмира бұл сөзді үнсіз қабылдады. Олардың арасында достық туған жоқ. Бірақ жаулықтың жолы кесілді. Тергеуші бірнеше күннен кейін маңызды қорытынды келді. Серіктің ағзасынан жүрерге жұмысын баяулататын препарат табылған. Дәрі мөлшері өлімге жеткілікті деңгейде болған. Бауыржан қаптаманы ауыстырған, ал Зәуре тапсырма бергенін мойындады. Серіктің қазасы ресми түрде қасақана жасалған әрекет деп тіркелді. Айгүл күйеуінің қабіріне балалармен бірге барды. Гүлмира алсырақ тұрып, Әминаның қолынан ұстады. Диас пен Нұрсұлтан қабір маңын реттеді. Мадина әкесінің бейнесіне қарап, оның жақсы әке, әрі адал емес жар болғанын қабылдауға тырысты. Адамның бір жақсылығы екінші қателігін өшірмейтінін олар осы жерде түсінді. Қайтар жолда Айгүлге нотариустан қоңырау түсті. Серіктің мұра құжатында ешкім байқамаған соңғы шарт бар екен. Көк шатырлы үй толықтай Әминаға қалдырылғанмен, қыз 18-ге толғанша, оның заңды қамқоршысы ретінде Гүлмира емес, Айгүл көрсетіліпті. Бұл шешім екі әйелді де таңғалдырды. Серік неліктен өз қызын туған анасына емес, заңды әйеліне сеніп тапсырғанын түсіндіретін жеке бейне сақтаған. Нотариус бейне жазбаны келесі күні көрсетуге шақырды. Айгүл Серіктің өзіне артқан бұл міндетін қабылдауға дайын емес еді. Гүлмира да қызынан айырылып қалудан қорықты. Әмина ештеңе түсінбей, екі әйелдің жүзіне кезек қарады. Нотариус қоңырау шалғаннан кейін Айгүл түні бойы көзіле алмады. Серіктің Әминаға қамқоршы ретінде өзін көрсетуі оның түсінігіне сыймады. Гүлмира қызынан айырылып қалам деп қорқып, таң атқанша Әминаның жанынан кетпеді. Диас мұны әкесінің кезекті әділетсіз шешімі деп қабылдады. Мадина бейне жазбаны көрмей тұрып, ешкімді айыптамауды өтінді. Келесі күні нотариус кеңсесіне Айгүл, Гүлмира, Мадина, Диас және Нұрсұлтан бірге барды. Әмина Мадинаның үйінде полиция күзетімен қалды. Кеңседе тергеуші мен балалар құқығын қорғайтын маманда күтіп отыр екен. Нотариус қамқоршылық құжатының бірден күшіне енбейтінін түсіндірді. Серік оны Гүлмира қайтыс болғанда, немесе денсаулығына байланысты балаға қарай алмай қалған жағдайда ғана қолдануды белгілетті.
Гүлмира терең дем алып, қызын ешкім тартып алмайтынын түсінді. Айгүл күйеуінің бұл шешімді өзімен ақылдаспай қабылдағанына ашуланды. Ол басқа әйелдің баласына қамқор болуға міндеттемес еді. Серік өлгеннен кейін де оның өміріне тапсырма жүктеп кеткен. Нотариус бейнежазбада осы таңдаудың себебі барын айтып, экранды қосты. Серік камера алдында бұрынғыдан әлсіз көрінді. Ол Гүлмираның жүрек дерті барын, 2 рет ем қабылдағанын білетінін айтты. Әйел денсаулығы нашарласа, Нұрсұлтан кәмелетке толғанша Әминаның заңды қамқоршысы бола алмайтын еді. Серік туыстарының арасында кішкентай қызды дүние үшін пайдалануы мүмкін адамдар барын білген. Сондықтан Әминаның қауіпсіздігін Айгүлге сеніп тапсырған. Айгүл, бұл шешімге сенің келісіміңді алмадым, деп экрандағы Серік мойындады. Өйткені көзіңе қарап тұрып, екінші өмірім жайлы айтуға батылым жетпеді. Сенен Әминаны жақсы көруді талап ете алмаймын, бірақ ол менің қателігім үшін жапа шекпес екен. Егер Гүлмира аман болса, қыз өз анасымен қалады. Бұл құжат тек өмір күтпеген бағытқа бұрылғанда баланы қорғау үшін жасалды. Айгүл бейнені тоқтатуды сұрады. Ол Гүлмираға бұрылып, қызына таласпайтынын анық айтты. Әминаның анасы сізсіз. Бұл орынды ешкім иелене алмайды, деп байсалды сөйледі. Гүлмира көз жасын сыртып, Айгүлдің мойнына ауыр міндет қалдырғысы келмейтінін жеткізді. Екі әйел құжатты бір-біріне қарсы қолданбауға уағдаласты. Бейнежазба қайта жалғасты. Серік Айгүлді қамқоршы етуінің екінші себебін ашты. Әминаның туғандығы туралы бастапқы құжатта Гүлмираның аты қате жазылып, кейін түзетілген екен. Зәуре осы қатені пайдаланып, қызды бөтен отбасыға беру жоспарын дайындаған. Серік мұны анықтаған соң, заңгермен ақылдасып, қосымша қорғаныс құжатын рәсімдеген. Зәуренің мақсаты тек кек пен ұрланған ақшаны жасыру емес еді. Ол Серік қайтыс болғаннан кейін Әминаның үйін қамқоршы ретінде басқарғысы келген. Гүлмираның денсаулығын сылтау етіп, аналық құқығын шектеуге қажетті жалған анықтамаларды алдын ала әзірлеген. Көк шатырлы үй орналасқан аумаққа ірі сауда орталығы салынатыны жоспарланған. Жер телімінің бағасы бірнеше есе өсуі мүмкін еді. Бауыржан дүкеннің ақшасын Зәуренің есепшотына аударып, жалған келісімдер жасаған. Мақсат дыбыс жазбаларын құрастырып, Гүлмираны Серіктің өліміне кінәлі етіп көрсетуге тиіс болған. Нұрбек шындыққа жақындаған кезде оны ұрлап, кергеуді басқа бағытқа бұрмақ болыпты. Қылмыстық жоспардың әр бөлігі жеке қарағанда түсініксіз көрінген. Бейнежазбалар, банк аударымдары және дәрі қорабы біріктірілгенде ғана толық көрініс ашылды. Серік Зәуренің әрекетін 2 ай бұрын білген. Ол полицияға дереу барудың орнына айғақ жинауға кіріскен. Мұның себебін отбасын қорғаумен түсіндіргенімен, шын мәнінде өз құпияларының ашылуынан да қорыққан. Егер тергеу басталса, екінші отбасы, Қайраттың бұрынғы қылмысы және жалған сараптама жария болар еді. Серіктің кешігуі Зәуреге қауіпті жоспарын орындауға мүмкіндік берген. Мен батыл адам болып көрінгім келді, деп бейнежазбадағы Серік сөзін жалғады. Ақиқатында 30 жыл бойы қорқынышымды жауапкершілік деп атап жүрдім. Балаларды қорғаймын деп сендім, бірақ оларға шындықсыз өмір қалдырдым. Бір өтірікті сақтау үшін 100 шындықты құрбан еттім. Менің ең үлкен қателігім 2 әйелді сүйім емес, екеуінің таңдау құқығын ұрлауым болды. Айгүл осы сөзді естігенде жанарын төмен түсірді. Серік оған шындықты айтқанда, қалу немесе кету жөнінде өзі шешім қабылдар еді. Гүлмирада үйленген ер адаммен бірге өмір сүретінін ертерек білгенде, басқа жол таңдау мүмкіндігіне ие болатын. Серік үндемеу арқылы 2 әйелдің тағдырын өзі басқарған. Қамқорлық болып көрінген әрекеттің астарында қорқыныш пен өзімшілдік жатқан. Бейнежазбада Мадина мен Диасқа арналған бөлік басталды. Серік Мадинаның туған қыз екенін екінші сараптама толық растағанын айтты. Алғашқы нәтиже Сағындық пен Зәуренің тапсырысымен өзгертілген. Бекеннің үлгісі зертханаға әдейі беріліп, әкелік сәйкестік қолдан жасалған. Сағындық осылайша Серікті дүкеннің болашақ мұрагері жайлы күмәнға түсірмек болған. Сағындық дүкен тұрған жерді арзан бағаға алуды көздеген. Нұрбек бұл жоспарды кейін біліп, әкесінің әрекетін тоқтатуға тырысқан. Ол Мадинаға бастапқыда әдейі жақындағанымен, некеге тұру туралы шешімді өз қалауымен қабылдаған. Серік күйеу баласының сезіміне күмәнданғанымен, оның кейін жасаған көмегінде жоққа шығармады. Нұрбек банк үй ашығындағы айғақтарды жоюға емес, әкесінен қорғауға ұмтылған.
Мадина бейнежазбаны үнсіз тыңдады. Әкесінің түсінігі күйеуінің алдауын өшірмейтінін жақсы білді. Нұрбектің сезімі шынайы болуы мүмкін, бірақ ара қатынастың бастауы жалған еді. Сенім бір ауыз кешіріммен қайта қалпына келмейді. Оны уақыт, ашықтық және күн сайынғы адал әрекет қана қайта құралады. Серік Диасқа құрылыс дүкенін мұра етіп қалдыруының себебін де түсіндірді. Ұлы кәсіпті сатқысы келгенімен, әкесінің еңбегін бағаламайды деп ойламаған. Серік дүкенді сақтауды міндет етпеді. Ол Диастың өз шешімін өзі қабылдауын қалаған. Мұра баланың өмірін байлап қоятын бұғау емес, жаңа жол ашатын мүмкіндік болуы керек екенін айтып өтті. Нұрсұлтанға берілген ақша мен көлік те әділ есеппен бөлінген еді. Серік оны туған баласы болмағаны үшін кем санаған жоқ. Бірақ Айгүлмен бірге жиналған ортақ мүлікті екінші үйге беруге құқығы жоқ екенін кеш түсінген. Нұрсұлтанға тиесілі үлес Серіктің жеке табысынан құралған. Әминаға қалдырылған үйде Гүлмирамен ортақ жиналған қаражатқа сатып алынған. Әке болу үшін баланы дүниеге әкелу жеткіліксіз деп Серік Нұрсұлтанға қарата сөйледі. Бірақ біреудің әкесі болу өзге балаларына өтірік айтуға рұқсат бермейді. Мен саған қамқор болдым. Алайда Диас пен Мадинадан уақытымды жасырын ұрладым. Сен бұған кінәлі емессің. Менің қателігімді өзіңе өмірлік қарыз етіп алма. Нұрсұлтан көз жасын жасыра алмады. Ол Серікті жақсы көруімен, оның әрекетін дұрыс санамаудың қатар өмір сүре алатынын ұқты. Адамды құрметтеу, оның әрісін ақтау емес еді. Әкесінің жақсылығын жүрегінде сақтап, өтірігін қайталамау, жасөспірімге қалған ең маңызды аманат болатын. Ол Диасқа қарап, бауыр ретінде қабылдауды талап етпейтінін айтты. Диас орнынан тұрып, Нұрсұлтанның жанына барды. Әкемнің жасағанына сен жауап бермейсің деп, ол қолын созды. Нұрсұлтан оның қолын қысқанда, екеуі бірден жақын адамға айналып кеткен жоқ. Бірақ араларындағы өшпенділікке нүкте қойылды. Туыстық кей жағдайда бір ғаннан емес, бір-біріне қиянат жасамау туралы шешімнен басталатын. Серік бейнежазбаның соңында Гүлмирадан да кешірім сұрады. Ол әйелдің қиын жағдайын пайдаланып, алдымен айғақ іздеу мақсатымен жақындағанын мойындады. Кейін шынайы сезім туғанымен, алғашқы өтірігін ашуға қорыққан. Гүлмираға заңды әйелмен ажырасамын деп уәде бермеген, бірақ үмітін де толық үзбеген. Осы екі-үшті әрекеті әйелдің 20 жылын күтуге айналдырған. Гүлмира экранға қарап отырып, Серіктің өзіне айтқан жылы сөздерін есіне алды. Ол ер адамның махаббатын жоққа шығара алмады, бірақ махаббаттың болуы әділетсіздікті ақтамайтынын қабылдады. Серік жанында жүрген жылдары тірек болғанымен, өмірінің маңызды бөлігін жасырған. Гүлмира оның сағынышын сақтап, қателігін қайталамауға шешім қабылдады. Бейнежазбаның соңғы сөзі Айгүлге арналды. Серік кешірім сұрағанымен жауап күтпейтінін айтты. Мені кешірсең, өз жүрегің үшін кешір. Кешіре алмасаң, өзіңді кінәлама. Деп ол камераға қарады. Менің өлімім сенің қалған өміріңді де өзіме байлап қоймасын. Сен 30 жыл бойы менің жарым болдың. Бірақ бұдан кейінгі өмірің кек өзіңе тиесілі. Экран қараңғыланғанда бөлмеде ешкім сөйлемеді. Айгүл күйеуінің соңғы сөзінен жұбаныш емес, бостандық сезінді. Ол Серікті бір сәтте кешіріп кеткен жоқ. 30 жылдық алдауды бір бейне жазба тазалай алмайтын. Бірақ әйел өз өмірін оның қателігімен өлшеуді тоқтатуға шешім қабылдады. Нотариус қалған құжаттарды түсіндірді. Айгүл өзіне қалдырылған үйді, жинақтың жартысын және дүкендегі заңды үлесін алды. Диас дүкеннің қалған бөлігіне иелік етті. Мадинаға қаладағы пәтер берілді. Гүлмира мен Әминаның көк шатырлы үйге құқығы толық расталды. Нұрсұлтанға арналған оқу қаражаты жеке есепшотқа салынған. Мүлікке қатысты дау туған жоқ. Айгүл өз үлесін басқа отбасыға беруге де, олардан тартып алуға да ұмтылмады. Ол 30 жыл бойы жиналған дүниеде өзінің еңбегі барын ашық айтты. Гүлмира да Айгүлдің ақшасына қол сұқпағанын дәлелдейтін есептерді қабылдады. Екі әйел әділдікті кекпен шатастырмады. Кергеу бірнеше айға созылды. Зәуле Серіктің дәрісін ауыстыруды ұйымдастырғаны, адам ұрлауға қатысқаны, жалған құжат дайындағаны және қаржы жымқырғаны үшін кінәлі танылды. Бауыржан дәрі қорабын алмастырғанын, дүкен қаржысын заңсыз аударғанын және Нұрбекті ұрлауға көмектескенін мойындады. Мақсат дыбыс жазбаларын бұрмалағаны, мен Гүлмираны балалармен қамауда ұстағаны үшін жауапқа тартылды. Үшеуіне де сот
мақты әрекеттеріне сай жаза тағайындады. Сағындық бұрынғы қызметін пайдаланып, медициналық құжаттарды өзгерткенін мойындады. Оның әрекеті жеке қаралып, кәсіби атақтары мен артықшылықтарынан айырылды. Нұрбек әкесін қорғауға тырыспай, тергеуге белгілі деректердің бәрін тапсырды. Ол Мадинадан өзін бірден кешіруді сұрамады. Әкесінің қателігіне жауап бермесе де, өз өтірігі үшін жауапкершілік алуға тиіс екенін түсінді. Қайрат та тергеуден тыс қалмады. Ол перзентханадағы дәлелді жасырғаны, заңсыз ақша алғаны және Серіктің өлімінен кейін толық сараптамаға кедергі жасағаны үшін сот алдында жауап берді. Қайрат кінәсін мойындап, тергеуге көмектесті. Сот оның денсаулығы мен мойындауын ескергенімен жазадан босатпады. Айгүл үкімді естігенде қуанған жоқ, бірақ әділдіктің туыстыққа бағынбағанын дұрыс көрді. Серіктің денесі қайта тексеріліп, өлімнің нақты себебі ресми бекітілді. Оның ағзасынан табылған препарат жүрек қызметін тоқтатқан. Табиғи жүрек талмасы туралы алғашқы қорытынды жойылды. Осылайша Серіктің өліміне қатысты күмән толық шешілді. Ол өз құпиясын ашуға кеш қадам жасап, қылмыскерлердің қолынан қаза тапқан еді. Айгүл соттан кейін Зәуремен бір рет жүздесті. Зәуре әпкесінің өлімі үшін Қайрат пен Серікті кінәлағанын қайталады. Сіздің жараңызды түсінуге болады, бірақ жасаған қылмысыңызды ақтауға болмайды деп Айгүл анық айтты. Сіз әділдік іздеген жоқсыз. Өз қасіретіңізді өзге балаларға тараттыңыз. Зәуре жауап бермей, күзетшінің соңынан жүріп кетті. Мадина Нұрбектен бөлек тұруды жалғастырды. Ол ажырасуға бірден өтініш бермеді. Бірақ бұрынғы өмірге асығыс оралмады. Нұрбек психологқа барып, өтіріктің артындағы қорқынышы мен әкесіне тәуелділігін түсінуге кірісті. Ол Мадинаның сенімін сөзбен емес, әрекетімен қайтаруға тырысты. Әр сұраққа жасырмай жауап беріп, тергеуде отбасыға қарсы қолданылған деректерді қалпына келтіруге көмектесті. Бір жыл өткенде Мадина Нұрбекпен ашық сөйлесті. Мен бұрынғы некемізге қайтып барғым келмейді, деп ол ойын жеткізді. Егер бірге қалсақ, жаңа қарым-қатынас құруымыз керек. Нұрбек оған уақыт пен толық еркіндік беруге келісті. Екеуі отбасын сақтап көруге шешім қабылдады. Бірақ бұл шешім кешіруден бұрын жауапкершілікке сүйенді. Диас құрылыс дүкенін сатпады. Ол қаржы есебін толық жаңартып, әр төлемді ашық жүргізетін жүйе құрды. Нұрсұлтан оқуынан бос уақытта дүкенге көмектесіп жүрді. Диас оны жұмысшы ретінде емес, әкесінің қамқорлығын көрген жас бауыр ретінде қабылдай бастады. Екеуінің арасына сенім бір күнде емес, ортақ еңбек арқылы ормықты. Нұрсұлтан мектепті аяқтаған соң заң саласын таңдады. Ол Қайраттың қорқынышын, Серіктің үнсіздігін және Зәуренің кегін көріп өсті. Адамдар ақиқатты уақытында айтпағанда, қате әрекет бүкіл отбасының тағдырына әсер ететінін түсінді. Жасөспірім кінәсіз адамдардың құқығын қорғағысы келді. Серіктен қалған ақшаны оқуына жұмсап, көлікті өз қажетіне емес, анасы мен қарындасына қызмет ету үшін пайдаланды. Гүлмира көк шатырлы үйге балалармен қайта оралды. Ол Серіктің мүлкіне сүйеніп қана өмір сүрмеу үшін тігін шеберханасын ашты. Айгүл кәсіп бастауға ақша берген жоқ, бірақ сенімді есепші табуға көмектесті. Екі әйел күн сайын араласпаса да, Әминаға қатысты мәселелерді ашық талқылап отырды. Олардың қарым-қатынасы кешірімге мәжбүрлеуден емес, нақты шекара мен өзара құрметтен құрылды. Әмина Айгүлді ана деп атаған жоқ. Айгүл де мұны талап етпеді. Қыз оны Айгүл апа деп атап, оқуындағы жетістіктерін көрсетіп жүрді. Мереке күндері Әмина мен Нұрсұлтан Диас пен Мадинаға қонаққа келетін. 4 бала әкелерінің қателігін өмір бойға жаулыққа айналдырмады. Айгүл үйдегі Серіктің заттарын біртіндеп реттеді. Ол күйеуінің суреттерін жоймады, бірақ төрдегі үлкен бейнені басқа жерге қойды. Серік оның өмірінің 30 жылын алып жатқан адам еді. Мұны өшіру мүмкін болмады. Алайда өткен өмір болашақтың төрінде отыруға міндетті емес болатын. Айгүл бос қалған орында балалармен өзіне ұнайтын дүниелермен толтырды. Бір күні Гүлмира Серіктің сағатын алып келді. Ер адам оны көк шатырлы үйде ұмытып кеткен екен. Айгүл сағатты біраз ұстап тұрып, Нұрсұлтанға берді. Әкеңнің уақытын кері қайтара алмаймыз, бірақ өз уақытында адал өткізуге болады, деп ол жас жігітке қарады. Нұрсұлтан сағатты қолына тағып алмай, естері қорабына сақтайтынын айтты. Айгүл күйеуінің қабіріне жалғыз барғанда
ұзақтырмады. Ол Серікке айтылмай қалған сөздерін қысқа жеткізді. Сенің жақсылығыңды жоққа шығармаймын. Қиянатыңды да ақтамаймын. Балаларыңды бір-біріне жау қылмаймын. Бірақ бұл сенің күнәңді өшірмейді. Мен қалған өмірімді сенің өтірігіңнің көлеңкесінде өткізбеймін. Қабірден қайтқан Айгүлдің жанында ешкім болған жоқ. Бірақ ол өзін жалғыз сезінбеді. Үйінде Мадина мен Диас күтіп отырса, алыста Нұрсұлтан мен Әмина да оны құрметтейтін. Гүлмира қарсылас емес, ортақ қателіктен сабақ алған әйелге айналған. Айгүл өз қадірін күйеуінің адалдығымен емес, өзінің таңдауы арқылы қайта тапты. Серік екі отбасы құрдым деп ойлаған еді. Шын мәнінде ол екі үйге де толық ақиқат сыйламаған. Оның өлімнен кейін аман қалғандар өтірікті жалғастыруға, немесе шындықпен өмір сүруге тиіс болды. Олар ауыр болса да екінші жолды таңдады. Өйткені шындық жүректі бір рет жараласа, өтірік оны күн сайын жаралайды. Бұл оқиғадан балалар бір маңызды ой түйді. Жақын адамыңды қорғау, одан ақиқатты жасыру емес. Кешірім, қиянатты дұрыс санау емес. Өз жүрегіңді кектім тұтқыннан босату. Туыстық, ортақ қаннан бұрын бір-біріңе жасаған адал әрекет. Ал отбасы бір шаңырақтың астында тұрумен емес, шындықты көтере алатын сеніммен құрылады. Айгүл өмірінің жаңа кезеңін біреудің жесірі ретінде емес, өз тағдырына өзі жауап беретін әйел ретінде бастады. Ол өткенін өшірмеді, бірақ өткенге болашағын басқаруға мүмкіндік бермеді. Мадина сенімді қайта құруға уақыт берді. Диас ашуын еңбекке айналдырды. Нұрсұлтан әкесінің қатесін қайталамауға серт етті. Гүлмира балаларына өтірікке сүйенбейтін өмір құра бастады. Әмина болса, үлкендердің күнәсін арқаламай, екі үйдің де мейірімін көріп өсті. Бірнеше жыл өткенде 4 бала Серіктің қабіріне бірге келді. Диас пен Нұрсұлтан иық тірестіріп тұрды. Мадина Әминаның қолынан ұстады. Олар әкелерін мінсіз адам ретінде еске алмады. Оның жасаған жақсылығын бағалап, қателігінен сабақ алды. Адамнан қалатын ең шынайы мұра дүние емес, артындағы адамдардың қандай таңдау жасаған еді. Айгүл балалардың алдында тұрып, қабірге соңғы рет көз салды. Оның жүрегінде бұрынғыдай өрт емес, сабыр бар еді. Серіктің құпиясы отбасының шырағын өшіре алмады. Өйткені өтіріктен жараланған адамдар ақиқат арқылы қайта жақындасты. 30 жылдық өмірдің соңында Айгүл ең ауыр, бірақ ең қымбат шындықты түсінді. Адам өзгенің қателігін өзгерте алмайды. Алайда, оның өз өмірін қалай жалғастыратынын таңдауға әрдайым құқығы бар.